адамдар мені мүлде ақымақ деп санайды. Өйткені пайда болған қасиетті періште тікелей бір бай жігітке қарай бет алып, оның алдында тізе бүгіп, оған адал болуға ант береді. Осындай сатқындыққа тап болғанда, мен бірден 10 миллион бағасын қоямын. Ал мына бай адам оны сатып алсын. Мен сондай-ақ олардың гильдиясынан өтемақы ретінде бір аңды таңдау құқығын талап етемін. Ақыр соңында опасыз аң, қаншалықты күшті болса да, ерте ме кеш пе қожайынын құртады. Apex гильдиясы бұл мүмкіндікті пайдаланудан тартынбайды. Қазір Apex гильдиясының жануарлар дүкенінде қызметкер мені аңдар ұсталатын 3-ші қабатқа апарады. Қабырғалардың бойында торлар тізіліп тұр. Оларда әртүрлі тіршілік иелері бар. Мистер Люкс, дейді ол сыпайы күлімсіреп. Сіз осы қабаттағы кез келген аңды таңдай аласыз. Мен бөлменің айналасына көз жүгіртемін. Менің көзім залда баяу қозғалады да, басынан аяғына дейін қызыл қабыршақпен жабылған тіршілік иесіне тоқтайды. Менің алдымда күй туралы ақпарат тақтасы пайда болады. Қабыршақты аң, әлеуетті элиталық дәреже. Бірінші саты, бірінші деңгей. Мен әрі қарай жүремін. Келесі сымбатты, қардай аппақ жын қасқыр өз торында жалқаулықпен ыдырап кетті. Қар жын қасқыр, әлеуетті элиталық дәреже. Дәреже, 6-шы дәреже, бірінші деңгей. Мен уақытымды бөліп, бүкіл залды аралаймын. Тексерудің соңында қабағымды түйіп аламын. Мұндағы аңдардың көпшілігі кәдімгі немесе элиталық дәрежедегі аңдар. Батырлық дәрежедегі аңдар жоқтың қасы. Ал ең жоғары дәрежелі аң бұл бірінші сатыдағы шам жын ғана. Бұл мен күткеннен әлдеқайда аз. Және бұл туралы мен тоқтап қызметкерге жүгінемін. Ол әлі күліп тұр. Иә, Люкс мырза. Олардан басқа жертөледе сатылмаған аңдар ғана бар. Олар ешкімге ұнамады. Олардың көпшілігінде ақаулар бар. Ертең олар эвтанизацияланады. Мен бас изеймін. Мен осында болғандықтан әр бұрышты тексермейінше кетпеймін. Мені сол жерге апарыңыз. Оның көзінен бір таңданы шыпылық беріңіз. Біз жертөлеге түсеміз. Мұндағы аңдар мен күткендей. Кейбіреулерінің көздері өшіп, немқұрайлылығы байқалса, кейбіреулерінің дене жарақаттары анық байқалады. Олардың көздерінде бос орын бар. Мен бұған мән бермеймін және сабырмен жүре беремін. Бірақ жертөленің ең шетінде мен қатып қаламын. Менің көзім бұрыштағы ерекше торға қадалды. Ішінде құс тәрізді жануар пішіні бар. Қауырсындары солып қалды. Рухы бұзылды. Аң бұрышқа тығылып қалды. Күн жүзі, бүркіт, әлеуетті дәреже. 7-ші деңгейдегі қаһарман. 1-ші деңгей, теріс мәртебе, кесілген тырнақ, қарақшы жәшігінен уланған улану. Жақсарту үшін найзағай жолбарысының сүйегі кесілген тырнақты қалпына келтіреді. 7 жапырақшасы бар гүл уды кетіреді ме? Мен қасымды сәл көтеремін. Бұл күн жүзінің әлеуетті дәрежесі мен күткеннен де жоғары. Иә, оның тырнағы кесіліп, уланған, бірақ панельде оны қалай емдеу керектігі анық көрсетілген. Найзағай жолбарысының сүйегі мен 7 жапырақты гүлі өте кең таралған материалдар. Оларды табу қиын емес. Тіпті материалдардың құнын ескере отырып, мен пайда табамын. Менде дені сау 7 деңгейдегі жауынгер болады. Бұл кезеңде бұдан да жақсысын таба алмайсың. Мен өз шешімімді қабылдадым. Мен қазірдің өзінде қараңғыда көзімнің қиығымен бірдеңені байқап тұрғандай сөйлеймін. Адам әрең сыйып кететін жалғыз энергия жасушасы үлкен камералар қатарына мүлдем сыймайды. Мен жақындай түсемін. Менің оқушыларым аздап кішірейіп барады. Шаршаған фигура суық металл қабырғаға сүйеніп тұр. Адам жоқ. Күте тұрыңыз. Адам тәрізді құбыжық. Ал гильдияның жертөлесінде шын қайда? Ол жерде шын мәнінде адам тәрізді құбыжық бар. Ол мұнда неге құлыптаулы? Одан да таңғаларлығы, менің көзім осы фигураға түскен бойда жүрегімнің бір жерінде жиіркеніш, қатты бас тарту толқыны көтеріледі. Бұл мүлдем қалыпты сезім емес. Мен жақындаған сайын құбыжық бөтен адамның барын сезетін сияқты. Ол басын ақырын көтеріп, маған қарап, сосын қорқып кеткенде қайта төмен түсіреді. Бірақ осы қысқа сәтте мен оның жүзін көрдім. Терінің әрбір сантиметрі бұралған, жыртылған белгілермен жабылған. Оның бастапқы ерекшеліктерін мүлде тануға болмайды. Қызметкер мені қуып жетіп, менің торға тоқтағанымды көреді. Ол мүлдем мазасыз. Бұл кеңістіктегі ақаудан тікелей шығарылған суккуб. Біз оны тапқан кезде дәл солай болды. Ол ешкімге керек емес еді. Оның үстіне оған қарғыс бар. Оның деңгейі біріншісінде мәңгілікке бекітілген. Ертең ол басқа жеңілгендермен бірге жойылады. Ол суккубаға жасырын жиіркенішпен қарайды. Бірақ мен тыңдамаймын. Менің жүрегім соғыс барабанындай соғып тұр. Менің көз алдымда тек маған көрінетін мөлдір күй жолағы жыпылықтайды. Лилит, тікенді суккубус, байланыс күйі қолжетімді, әлеуетті дәреже, қалыпты, қарғыспен мөрленген, шынайы дәреже эпикалық, 9-шы деңгей, қазіргі уақытта қарғыс мөрінің астында, деңгей, 1-ші деңгей, тұңғиық тас қарғысты алып тастап, осы құбыжықтың ықтимал дәрежесін жоғарылатуы мүмкін. Мен эпикалық 9-шы деңгейді көргенде, менің тынысым тарлады. Бұл оның қарғысқа ұшырағанын білдіреді. Тіпті құдайлар да қызғанатын сұлулық. Мөрленген, Лилит есімді бұл аңның әлеуеті 19 деңгейге жетеді. Оның аңызға айналған дәрежесіне бір қадам ғана қалды. Бұл мен аңдарда көрген ең жоғары әлеует. Маған опасыздық жасаған періште Лилиттің аяқ киімін тазалауға да лайық емес. Ал шеберлік тақтасы тіпті бір нәрсе. Басынан бастап 3 дағды. Одан да маңыздысы, аңдар тақтасы қарғысты қалай жоюға болатынын дәл көрсетеді және тіпті оның әлеуетін одан әрі арттыруға көмектесетін жолды көрсетеді. Бұл дегеніміз, егер мен осы суккубусты сатып алып, қажетті материалдарды жинасам, мен аңызға айналған аңды ала аламын. Осы ойдың өзі менің тынысымды тарылтады. Ол дәл мен іздеген нәрсе менің серіктесім. Мен қызметкерге бұрылып, мен бұл суккубусты қалаймын деймін. Мен оны дәл қазір алып жатырмын. Торда Лилиттің нәзік денесі кенет дірілдеп кетті. Ол мен туралы айтып жатыр ма? Ол басын лақтырып, таңырқаған көздермен алдындағы сабырлы, әдемі жүзге қарайды. Ол дүниеге келген сәттен бастап, қоршаған дүниенің жан жақтан келе жатқан шексіз зұлымдық екенін сезінді. Ол есінен танып қалды. Ол енді біреу оны бір күні қабылдайды деп үміттенуге батылы бармады. Бірақ қазір әлгі бейтаныс жігіт оны тура нұсқап тұр. Ол онымен аңның байланысын орнатуға дайын. Қызметкерлер қуаныштан жарқырап тұр. Оның жүзінде күлкі пайда болды. Ол дұрыс естімедім деп ойлайды. Люкс мырза, сіз оны қалайтыныңызға сенімдісіз бе? Мен ойланбастан жауап беремін. Мүлдем. Байланыс орнату үшін бізді бөлек бөлмеге апарыңыз. Ол одан сайын таңғалады. Бірақ кәсібилік өз орнын алады. Ол басқа сұрақтар қоймайды. Міне, өтінемін. Ол бұрылып, бізді алға жетелейді. Лилит оның соңынан ереді. Оның қимылдары ұстамды және механикалық. Оны тордан шығарған сәтте оның әлемі хаосқа айналады. Олар тыныш, бөлек бөлмеге кіргенде және қызметкер оның кісендерін шешкенде ғана
ол ақыры шындыққа оралады. Ол алдында тұрған жас жігітке немқұрайлы қарайды. Мен дүниеге келген күннен бастап қарғысқа ұшырадым. Мен тіпті өз деңгейімді көтере алмаймын. Лилит өзін сөйлеуге мәжбүрлейді. Оның дауысы күрес пен қорқыныштан қарлығады. Сен мені таңдадың, бірақ мен сен үшін күресе алмаймын. Мен саған даңға келе алмаймын. Оның дауысы мені таңқалдырады. Мен мұндай бет әлпеті өзгерген аңның мұндай дауысы болады деп ешқашан күтпеген едім. Жұмсақ, сүйкімді, оны елемеу мүмкін емес. Мен сенің қарғысыңды қалай жою керектігін білемін. Менімен байланыс орнатасың ба? Мына қарғысты алып таста. Лилиттің жүрегі көзге көрінбейтін қолынан ұстағандай қысылып қалады. Сен өз таңдауыңды жасаған сәттен бастап менің өмірім сенікі. Лилиттің дауысы сыбырлағаннан гөрі қатты емес, бірақ оның бойында абсолютті шешім бар. Мен басқа ештеңе айтпаймын. Саусағымның ұшына әлсіз жарық түседі. Мен оның қолбасын Лилитке ақырын басамын. Жарық дірілдеп тұр. Екеуінің астында ежелгі байланыс шеңбері пайда болады. Бұл тең байланыс. Ол қалыптасады. Мен бірден бұрылып, сыртта күтіп тұрған қызметкерді шақырамын. Маған біраз керек жарақ сатып алу керек. Мәңгілік түннің бір қауырсыны, тозақтың 5 азуы және тұңғиықтың 2 тасы. Қызметкердің жүзі мен Лилитті таңдағаннан да бозарып кетті. Бұл 3 нысанда өте сирек және қымбат, әсіресе тұңғиық тастар. Олар ең сирек кездесетін жоғары сапалы материалдардың бірі болып табылады. Люкс мырза, олардың жалпы құнын бағалаңыз. Ол аяқтамай тұрып, мен оған әмбебап терминал картасын беремін. Бұл 30 миллионға жету керек. Ол картада көрсетілген теңгерімге қарап, оның қатып қалғанын көреді. Бұл жеткілікті, мистер Люкс. 1 минут күте тұрыңыз. Мен қазір бәрін дайындаймын. Оның үні бұрынғыдан да құрметті бола бастады. Көп ұзамай жеке бөлмеге қараңғы энергияны шығаратын 3 зат әкелінеді. Қазір Лилит екеуміз оңаша қалдық. Менің айтқанымды істе. Бастау үшін қауырсынды сіңіріңіз. Менің даусым тыныш және біркелкі естіледі. Бұл Лилитке сенімділік береді. Ол менің көзіме қарап, терең басын изеді. Содан кейін дірілдеген қолдарымен мәңгілік түннің қауырсынына қолын созды. Оның саусақтарына әрең тигенде, қауырсын қара жарық ағынында еріп, денесіне енеді. Одан кейін жер асты әлемінің азу тістері мен тұңғиықтың 2 тасы келеді. Лилит қолына соңғы тасты алған сәтте бәрі өзгереді. Оның денесінің ортасынан күшті энергия толқыны атқылап жатыр. Ол мені артқа лақтырып жіберді. Мен бірте-бірте артқа шегініп, арқамды суық қабырғаға тіреп тұрмын. Мен бөлменің ортасынан көзімді алмаймын. Лилиттің денесінен шексіз күлгін қара жіптер шығып жатыр. Олар оны толығымен сіңіретін үлкен қараңғы кокон пайда болғанша қабат-қабат тоқылады. Бүкіл бөлме суық, тұншықтыратын, қараңғы энергияға толы. Мен коконға қарап, уайымдамаймын десем, өтірік болатынын түсіндім. Бірақ панельге сәйкес, бұл процесс Лилиттің қарғысын жойып қана қоймай, оның әлеуетін жоғары деңгейге көтеріп, тіпті одан асып түсу керек. Бұл менің өмірімдегі ең қауіпті құмар ойын. Егер бәрі ойдағыдай болса, менде шексіз әлеуеті бар аң болады. Уақыт шексіз созылады. Кенеттен бөлмені толтырған күлгін энергия коконға қайта оралады. Қатты сықырлаған дыбыс естіліп, пілләдегі әрбір жарықшақ арқылы көздің жауын алатын алтын нұр өтеді. Әп сәтте бөлменің қараңғылығын көздің жауын алатын жарқыл тесіп өтеді. Мен ауаны кенет сорып аламын. Алтын аңызға айналған дәреже. Жарықтар көбейіп, әр тігістен көздің жауын алатын алтын сәуле шашылып, бөлмені екінші күндей су басып жатыр. Содан кейін кокон жарылып кетеді. Көк қара сынықтар жан-жаққа шашырап кетеді. Бірақ ауада еріп, таза энергияға айналады. Алтын нұр пайда болғандай тез сөнеді. Оның орнына тереңірек, күңгірт, қанық, күштірек және көк қара аура келеді. Көзге көрінбейтін энергия импульсы төбені тесіп, төбедегі бос орынға жоғалады. Осы кезде мэр Блейз қалалық әкімдіктің жоғарғы қабатындағы кеңсесіндегі кең үстелде отырып, қаланың орта мектептерінде өткізілген әскерге шақыру рәсімінің нәтижелерін қарап жатыр. Келесі секундта ол орнынан атып тұрды. Ол бүкіл қабырғадағы терезеге жақындап, шығыс ауданына көз жүгіртеді. Бірнеше минут бұрын ол мұхит сияқты шексіз және түпсіз қорқынышты энергияның өткінші толқынын сезді және ол жоғалып кеткеннен кейін көп ұзамай қалпына келе алмады. Біреу, осында тоқта. Оның дауысы жұмсақ, бірақ өткір естіледі. Оқу бөлмесінің есігі бірден ашылады. Форма киген, тартылған адам кіріп келеді. Бұйырыңыз, әкім, дереу қала күзетіне хабарлаңыз. Мэр Блейз бұлтартпас үнмен сөйлейді. Шығыс ауданды бақылаңыз, кез келген ауытқуларды, әсіресе өлшемаралық ақаудың ашылу белгілерін анықтаңыз. Бағынушы дереу мойын сұнып, тез шығып кетеді. Кабинетте тыныштық орнады. Мэр Блейздің жүзі бұлттанда күңгірт. Мұндай күштің энергетикалық реакциясының 3 себебі ғана болуы мүмкін. Бірінші, жақын жерде жаңа белгісіз өлшемаралық ақау пайда болды. Екіншісі, егемендік дәрежесіндегі жаратылыс осы жерге түсті. Үшінші, аты аңызға айналған дәрежедегі аң дүниеге келді. Жоғары дәрежелі, ара дәрежелі жауынгерлер бүкіл елде құрметтеледі және құрметтеледі. Олардың әрқайсысы бақыланады. Линуанда қызмет еткен 10 жыл ішінде Блейз аты аңызға айналған аңды ешқашан көрген емес. Ал Линуан сияқты қала үшін бұл тіпті эпикалық дәрежедегі аң. Өмірде бір рет болатын оқиға. Аңызға айналған дәрежеге келетін болсақ, Блейз мұны түсіне алмайды. Ол үстел үстінде жатқан аяқталмаған есепке қайта оралады. Бөлек бөлмеде энергия толқынының соңғы жаңғырығы ақыры басылады. Бір түрлі қысымшылық, тыныштық қайталанады. Мен бөлменің ортасына көзімді салмаймын. Менің жүрегім қатты соғып тұрғаны сонша. Оның күркіреген дауысы үнсіз естіледі. Жарық сөнді. Менің алдымда бір фигура қозғалмай тұр. Мен басынан өткерген барлық нәрсеге қарамастан, мен өзімді мүлдем жоғалтып аламын. Менің басымнан 2 сөз өтіп жатыр. Тынысымды тарылтады. Бір кездері Лилиттің денесін жауып тұрған барлық қатыгез тікенді тыртықтар із-түссіз жоғалып кетті. Тері тегіс және ақшыл, нефрит сияқты қардай әппақ болды. Ол денесінің әрбір қисығын ерекше көрсететін тығыз қара және күлгін көйлек киген. Шашы қара, арқасынан сарқырама ағып жатыр. Оның басының 2 жағында 2 жіңішке мүйіз өсіп, ішіндегі жын перілерге опасыздық жасайды. Оның эфирлік жүзі шынайы болу үшін тым әдемі дерлік. Маған жайбарақат қарап тұрған мысық көздерімен қоршалған. Оның әрбір көз қарасында кездейсоқ және табиғи тартымдылық бар. Оның артында баяу ашылып, үлкен, айбынды, қара күлгін көбелек қанаттары жайылып жатыр. Әр соққан сайын ауада жарқыраған қабыршақтар ұшып, елес жарқ
елес жарқыл жасайды. Мен бұрын көрген пішіні бұзылған жаратылыспен салыстырғанда бұл мүлдем басқа жаратылыс. Бірақ шын мәнінде менің жүрегім басқа біреуден қатып қалады. Трансформациядан кейін Лилиттің сипаттамалар тақтасы адам танымастай өзгерді. Лилит, түнгі бақсы, әлеуетті дәреже, аңызға айналған бір кезең, бір деңгей, өсу ұсынысы, мәңгілік түннің інжу маржанын, тозақ бұлақ суын және қорқынышты кристалды ішу. Бұл аңның әлеуетті дәрежесін одан әрі арттыруы мүмкін. Мен аңызға айналған бір кезеңнің жарқыраған сөздеріне қарап, баяу дем шығарамын. 30 миллион долларға жуық қауіп төніп тұр. Мен аңызға айналған аңмен бірге кетіп бара жатырмын. Бұл абсолютті джекпот. Мен әлі де панельге аң-таң болып қарап тұрғанымда, Лилит қозғалады. Ол үнсіз қозғалады да, дәл менің алдымда тұрады. Маған әлсіз, дерлік елес иіс келеді. Бұл таң қалдыратын көздер менің көзқарасымды соншалықты күшті ұстайды. Олар менің бейнемді оның жан дүниесінің тереңінде өртеп жібергісі келетін сияқты. Содан кейін ол нефрит сияқты бозарған бір жіңішке саусағын көтеріп, маңдайына ақырын басады. Оның саусақтарының арасында қорқынышты күлгін қызыл энергияның жібі пайда болады. Мен оның не істеп жатқанын түсінбей тұрып, Лилит оны маңдайыма ақырын басады. Бір сәтте мені бір жақты, даусыз, абсолютті, толық бақылау сезімі билейді. Бір оймен мен Лилиттің өмір сүретінін немесе өлетінін шеше аламын. Жүрегім қатып қалады. Мен панельге көз жүгіртемін. Күй жолағында менің Лилитпен жасаған тең байланысым тыныш құлға айналғанын көруге болады. Шок мені толқын сияқты жауып тұр. Мен оның мұны не үшін жасағанын білмеймін. Лилит бәрін бірден түсіндірмейді. Ол бір қадам алға басып, менің құшағыма құлады. Біреудің дауысы жылы, жұмсақ және сәл дірілдеп құлағыма сыбырлайды. Ұстаз, сіз мені сол суық, қараңғы жертөледе таңдаған сәттен бастап, бұл дүниеде басқа ештеңе маңызды емес. Сен мені шексіз қараңғылық пен үмітсіздіктен шығардың. Менің өмірім сен маған сыйлаған сыйлығың ғана. Лилит менің бетімді иығыма ақырын басып тұр. Оның даусында терең, тыныштық бар. Өтінемін, осының бәрін қабыл алыңыз. Мен тоңып тұрмын. Жүрегім ауыр бірдеңеге соғылғандай соғып тұр. Жүрегімнің бір жерінен жылу көтеріліп жатыр. Оны сөзбен айтып жеткізу мүмкін емес. Бәрінің көзінше маған опасыздық жасаған періште есіме түсті. Мен оның туа біткен тәкаппарлығын, тастап кеткен салқын немқұрайлығын есіме түсіремін. Бұл әлемдегі ең табиғи нәрсе сияқты. Демек, бұл дүниедегі барлық аңдар ондай емес. Демек, шынайы берілгендік деген осы. Бұл жанып тұрған, таза және абсолютті сезім. Лилиттің істегені маған еш нәрсе тимегендей әсер етті. Мен ешқашан мұндай шынайылықпен сенімді сезінген емеспін. Бұл абсолютті сенім, ауыр және шынайы. Менің бойымда мен ұстай алмайтын нәрсені оятады. Мен қолымды ақырын көтеріп, Лилиттің арқасына ақырын қоямын. Ол мұны сезіп, маған сәл қаттырақ қысылды. Мырза, осы күннен бастап, мен сіздің жолыңыздағы барлық кедергілерді жоямын. Мен сенің алдыңдағы жолды тазалаймын. Мен қолымдағы әдемі жүзге қараймын. Ернімде шынайы күлкі пайда болады. Қош келдіңіз, Лилит, менің бірінші серіктесім. Лилит екеуміз жоғарғы қабаттан түсіп бара жатқанда, залда тыныштық орнады. Қызметкерлердің де, келушілердің де назары Лилитте, олардың жүздерінде қорқыныш пен үрей бар. Құдай, ау, ол кім? Бұл оның аңы ма? Ол керемет. Қасымда маған бірінші келген қызметкер тұр. Ол орнында қатып қалды. Ол менің артымда келе жатқан таңғажайып қызға қарап бір ауыз сөз айта алмайды. Бұл жертөледегі ең ұсқынсыз сынған суккуба ма? Бұл қалай мүмкін? Бірақ шындық оның көз алдында. Оның сенуден басқа амалы жоқ. Әзірге оның қолынан келетіні жерлеу маскасынан да қаттырақ күлімсіреу. Ол бәрібір бізге қарай асығады. Мистер Лакс, сіздің құжаттарыңыз аяқталды. Сіз қалаған уақытта кете аласыз. Мен бас изеймін. Мен баспалдақ туралы алаңдамаймын. Мен Лилиттің сүйемелдеуімен гильдиядан шығып бара жатырмын. Мен есіктің сыртында жоғалып кеткеннен кейін ғана қызметкер шындыққа қайта оралады. Ол өзінің терминалына асығады және қолдары рұқсат еткендей тез арада төраға Сонгтың нөмірін тереді. Төраға бірдеңе болды. Қаланың арғы жағында Санг отбасының үйінде Виктор Сонг қызметкердің есебін тыңдайды. Оның қабағы сәл қабағын түйді. Суккуб өзінің келбетін қалпына келтірді деп айтқыңыз келе ме? Мен мұны өз көзіммен көргеніме күмәнім жоқ. Ол сен қайтарған періштеден де әдемі. Виктор Сонгтың көзінен бір таңданыс шыпылықтайды. Сосын қабағы түйілген қабағы ақырын тегістеледі. Бұл оның сыртқы келбетін қалпына келтіргенін білдіреді. Сонда не болды? Жалпы әлеуетті дәреже. Бұл ешқашан көтеріле алмайтын деңгей. Бәрі ұқсайды, бірақ тістемейді. Бұл бәрібір қоқыс. Ол әңгімені аяқтап періштеге қарайды. Ол қазіргі уақытта күштірек болу үшін материалдарды сіңіріп жатыр. Ол мұны әзілмен айтады. Ал Зейн күліп тыңдайды. Күте тұрыңыз. Бұл пайдасыз жеңілген адам біздің гильдиядағы барлық таңдаулы және қаһарман аңдарды айналып өтіп қабылданбады ма? Халустияға байланысты әдеттегі елеусіздік. Ол жымиды. Маған хабарласқаныңа қуаныштымын. Бұл жеңіліске эпикалық дәрежесі бар аңды жұмсау ұят болар еді. Оның қасында періште бар. Оны қазір Зейн Аяз деп атайды. Қазір Аяз деп аталатын қасиетті періште. Аяз әңгіменің бәрін естіп, өзінің әдеттегі салқын, алшақ үнімен сөйлейді. Лакстың өз үкімін бұлттандыруына жол берген адам ешқашан шынымен күшті бола алмайды. Ол иегін сәл көтеріп жіберді. Оның мұздай көк көздерінде бұрынғы ұстазына деген терең менсінбеушілік бар. Сонымен, Лакс есімді адам суккубустың қармағына түсіп қалған кішкентай ақымақ. Бір жақсысы, ол өзі сияқты шебердің соңынан еріп, онымен ешқашан байланыс орнатпаған. Мұндай нәрсе періштенің қасиетті даңқына көлеңке түсірер еді. Виктор Сонг ұлы мен періштесін бақылап, риза болып басын изеді. Менің ұлым осындай көзқараспен байсалдылыққа ие болуы керек. Содан кейін оның үні өзгеріп, байсалды бола бастайды. Ұлттық аңдар емтиханын тапсыруға бір апта ғана қалды. Бұл сіздің мәлімдеме жасауға мүмкіндігіңіз. Алдағы бірнеше күнде Аязды жаңадан келгендер әлеміне апарыңыз және көп жаттығыңыз. Емтихан алдында оның деңгейін бақылаңыз. Сізде эпикалық дәреже бар. Хайуан, жаңадан келгендер рейтингінде бірінші орын сізге тиесілі. Зейн сенімді және қатал жымиды. Уайымдама, мен барлығына Лин Юандағы ең талантты адамдарды көрсетемін. Бір адам, мен бір құбыжық гильдиядан шыққан кезде аспан қараңғылана бастайды. Мен үйге бара жатырмын, ал Лилит қасымда келе жатыр. Менің үйім ескі тұрғын үй кварталында орналасқан. Кішкентай, бірақ күтімі жақсы, сәл ғана бос. 3 жыл бұрын менің ата-анам кеңістіктегі ақауларды зерттеу миссиясы кезінде қайтыс болды. Олар мені және менің әпкем Ренді бір-бірімізге қарауға қалдырды. Рен қазір осы жерден алыс астанада оқиды. Ал бұл үйде мен ғана тұрмын.
Мен есікті ашамын. Маған таныс бос орын домалап тұр. Қалаған жеріңе отыр. Бұл қазір сенің үйің. Лилит орнынан қозғалмайды. Ол дәлізде жайбарақат тұрып, қарапайым жиһазға қарап тұр. Ақыры сен менің арқама жайғасып қалдың. Мен үйдемін. Бұл сөз кетті. Экранда Рен есімі дірілдеп тұр. Мен жауап беремін. Қонақ бөлменің ортасында жарқын голографиялық проекция өмірге келеді. Сәлем, бұл қалай өтті? Әскерге шақыру рәсімі аяқталды. Сіздің бірінші жануарыңыздың әлеуетті дәрежесі қандай? Маған көрсет. Кеттік. Екінші жағынан Рен менен де қатты толқып, жылдам ату сияқты сұрақтар қояды. Мен күлімсіреп, сәл бұрылып, камераны диванға жайбарақат отырған Лилитке бағыттадым. Рен Лилитті көрген сәтте оның көздері бақырайып кетті. Бұл адам тәрізді жануар ма? Лакс, сен өте бақыттысың. Ол керемет. Лилит комплиментті естиді және тек сыпайы, ұстамды бас изеп, үнсіз мойындаумен жауап береді. Оның көзқарасы бірден маған қайта оралады. Рен мүлде қарсы емес. Ол ағасы үшін шын жүректен қуанады. Бұл керемет. Сенің жаныңда осындай гуманоидты аң болса, сенің емтихан тапсыруға нақты мүмкіндігің бар. Содан кейін оның үні байсалды болады. Ертең жаңадан бастаушыларға арналған мектеп ашылады. Мұны жіберіп алмаңыз. Жаңадан бастаушыларға арналған мектеп бұл қала күзетшілері мен әскерилер бірлесіп құрған жаттығу алаңы. Онда өмір сүретін тұңғиық тіршілік иелері 9 деңгейге жетеді. Бұл жаңа аңдарды қолға үйретушілерді жылдам деңгейге көтеру үшін ең жақсы орын. Мен сабырмен тыңдаймын. Бәрі менің басымда айналып жатыр. Бұл дүниедегі деңгей жүйесі 9 деңгейден тұрады. Аңмен алғашқы байланысымды енді ғана құрып, мен әлі бір деңгейге жақындаған жоқпын. Мен жаңадан бастаушымын. Сондықтан қазір маңызды нәрсе өзімді мүмкіндігінше тез өсуге мәжбүрлеу. Дұрыс. Жаңадан келгендер әлемі жылына 3 күн ғана ашық. Көшбасшылар тақтасындағы жоғары рейтинг емтихандағы ұпайыңызды да арттырады. Бірақ сен сол жерде тіршілік иелерін өлтіріп, ұпай жинап жатқанда, аман бол, мені естисің бе? Мен оның болжамды көздерінен алаңдаушылықты көріп, қатты бас изеймін. Мен мұның бәрін білемін. Уайымдама, Рен, мен оны жеңе аламын. Әңгімені аяқтамас бұрын тағы бірнеше минут сөйлесеміз. Келесі күні таңертең Лилит екеуміз қала шетіндегі жаңадан келгендер патшалығының кіреберісіне келеміз. Алда үлкен кеңістік порталы тұр. Ол қазірдің өзінде адамдарға толы. Алғашқы жануарлар байланысын енді ғана аяқтаған мыңдаған студенттер кеңістікті толтыруда. Жаңадан келгендердің көпшілігі патшалықта өмір сүру және тиімділік мүмкіндіктерін жақсартуға үміттеніп, тығыз топтарда қалады. Мен Лилитпен бірге пайда болған сәтте біз көпшіліктің назарында боламыз. Лилиттің терең, талғампаз күлгін және қара көйлегі әлемді салқындататын келбетімен үйлесіп, барлығының назарын аударады. Маңайдағы жігіттердің барлығы дерлік шиеленісті сезінеді. Маған бірден шақырулар түсті. Үлкен соққы, бізге қосылыңыз. Бізде батырлық дәрежедегі қолдау жануар бар. Мен олардың бағытына да қарамаймын. Мен ешқашан ешкіммен бірігуді жоспарлаған емеспін. Мен кезекке тұрып, патшалыққа кірейін деп жатқанда, көпшіліктің артқы қатарынан күлкіге толы дауыс естіледі. Жақсы, бұл дәл сол жігіт емес пе? Оның есімі кім екенін тағы бір рет еске түсіріңізші. Зейн маған қарай кең қадамдармен өтіп бара жатыр. Аяз оның қасында келе жатыр. Таза періштенің қанаттары жарқырап тұр, ал оның жүзі суық тәкаппарлыққа толы. Оның маған деген көзқарасында менсінбеушілік бар. Зейн Лилитке бір сәт кідіріп қалды, ал оның жүзінде қорқыныш пен қызғаныш сезімі пайда болды. Ол бірден мазақ күлкіге жол берді. Алданып қалмаңдар, адамдар. Зейн даусын көтеріп, көпшілікке әсіре пафоспен сөйлейді. Әрине, оның қасындағы бұл аңға қарау өте жақсы, бірақ ол біздің Apex гильдиясы жойғалы тұрған ақаулы үлгі ғана. Кәдімгі әлеуетті дәреже, деңгей мәңгілікке құлыптаулы, сыртқы түрі ең жақсы, бірақ оның пайдасы жоқ. Жай қақылап, оның күлкісі барған сайын жайбарақат бола бастады. Ол маған жақындап келіп, суықтың қанатын қатты ұрады. Қараңызшы, нағыз талант, қандай аңға лайық. Шынымды айтсам, мен саған алғыс айтуым керек емес пе? Сенсіз мен мұндай құдіретті жаратылыспен ешқашан араласпас едім. Қоқысты алып, оны қазына ретінде беретіндерге қарағанда, ол маған еңкейіп, даусын төмендетеді. Сонда мен ғана естимін. Оның үнінен у естіледі. Суықтың маған қалай жабысып қалғанын елестете алмайсың. Ол екеуміз бір-бірімізден ажырамаспыз және ол сізге қарағанда әлдеқайда отты. Мен оның көзіне сабырмен қараймын. Ұрыс керіс әлемдегі ең мағынасыз әрекет. Маған бәрібір, бірақ Лилитке бәрібір. Ол кісі өлтіру ниетін тудырады. Оның денесі, әдемі мысық көздері Зейнге қараған сайын қараңғыланып, түбі жоқ болып кетеді. Мен Лилиттің көңіл күйінің өзгергенін сеземін. Мен қолымды созып, оның суық саусақтарын ақырын қысып тұрмын. Оның денесі сәл дірілдеп, өлтіруге деген бақыланбайтын құштарлық бірден жоғалады. Ол маған жоғары қарайды, ал оның көзіндегі суықтың орнына тыныш көл сияқты жылы және тыныш нәрсе келеді. Мен ештеңе айтпаймын. Мен тек басымды шайқаймын. Ақымақпен ұрысудың қажеті жоқ. Күшіңді сақта. Біз бейбітшілікке қол жеткізгеннен кейін, бәрі нәтижелер мен ұпайлар бойынша шешіледі. Лилит бәрін бірден түсінді. Ол Зейнге назар аударуды доғарады да, мені қолтығынан ұстап, бүкіл денесімен құшақтайды. Содан кейін ол әрең дегенде жалқаулықпен Зейннің артында тұрған Аязға қарайды. Бұл қимыл бәрін сөзсіз айтады. Ол менікі. Мен қолымды босатуға тырысамын, бірақ ол мені қатты ұстап тұр. Мен бірнеше рет тырысамын, бірақ бәрі бекер. Мен ақырында бас тартамын. Бұл Зейннің бетінен ұрғанмен бірдей. Оның жүзі ашудан ұсқынсыз қызыл болып кетеді. Бұл қалай мүмкін? Қайыршы жеңіліске ұшыраған, мүлде жеңіліске ұшыраған, өзіне асылып өлетін осындай керемет сұлулыққа қол жеткізе алады. Ал өзінің эпикалық дәрежедегі періштесі өзінің барлық мойынсұнушылығымен оны суық, қол жетпейтін қашықтықта ұстайды. Мен оған тіпті қарамаймын. Мен Лилитпен бірге әлемнің жарқыраған порталына барамын. Мен оны аралап өтсем, аяғымның астында қайтадан қатты жер пайда болады және айналамдағы әлем мүлдем басқаша болады. Суық, қарабайыр орман жан-жаққа созылып жатыр. Жаңадан бастаушыларға арналған әлем. Лилит бізді қорғау үшін қара және күлгін қанаттарын сәл көтеріп, жан-жағына мұқият қарайды. Ол қазірдің өзінде бұл орманның жауларға толы екенін сезіп тұр. Кеттік. Менің даусым тыныш естіледі. Мен Амне құрылғымдағы көшбасшылар тақтасына қарап тұрмын, бірақ ол әлі де бос. Патшалықта телепортация толығымен кездейсоқ түрде жүреді. Тіпті топтар жиі бөлінеді. Қазір мұнда тек сен және мен ғана бармыз. Біз жай ғана орманға барамыз. Лилит айналадағы әрбір сыбдыр мен қозғалысты қабылдай отырып, қатты тыңдайды. Содан кейін, шамамен 10 минуттан кейін, мен ерекше үйілген тастардың қасына тоқтадым. Лилит маған аң-таң болып қарап тұр. Мұнда тірі жандардың бар екендігінің белгісі жоқ. Тіпті энергияның ең кішкентай ізі де жоқ. Мен ештеңе түсіндірмеймін. Мен жай ғана қолымды көтеріп, кеудемдегі бір тасты нұсқаймын. Ол қалғандарына қарағанда сәл қараңғы. Менің көзқарасым бойынша мәртебесі бар панель маған ғана көрінеді. Тас жасырын, әлеуетті дәреже, қарапайым, деңгей, екінші шабуыл, 3 сөз.
Лилиттің көкейінде көптеген сұрақтар бар, бірақ ол бір секундқа да тартынбайды. Ауа аздап ызылдап тұр. Оның қолында қызыл сәулеге оранған үлкен қара өрім пайда болды. Шеберлік, құтқару өрімі. Тозақтың тереңінде соғылған қызыл жүзді өрім. Оның кез келген жарасы белгілі бір уақыт ішінде жазылмайды. Лили тұтқаны қаттырақ қысып, үнсіз алға қарай қадам жасайды. Орақ суық доғаны сипаттап, қара тасты кесіп тастайды. Пышақ қатты тастан ауа арқылы өткенде өтеді. Тілік мінсіз тегіс. Лилит кәдімгі тасты кесіп тастадым деп ойлайды. Бірақ бұл жерде бәрі өзгереді. Сынған тастан жұмсақ күлгін сәуле баяу көтеріліп, жарғағынына айналады да Лилиттің денесіне қарай ағады. Оның денесіне жылу төгіліп жатыр. Тәжірибе нүктелері. Бұл ерекше тас шын мәнінде тірі жан еді. Лилиттің қарашықтары сәл тарылып бара жатыр. Ол қатты ойланып отыр. Мұндай жаратылыстар, камуфляж шеберлері, жануарларды қолға үйретуді жаңадан бастағандар үшін өлімге қауіп төндіреді. Олар анықтауға болатын энергияны әрең шығарады. Оларды тек инстинкттерге сүйене отырып әрең ұстауға болады. Егер мұндай жаратылыс сізді тұтқиылдан ұстаса, ол сіздің бүкіл командаңызды жойып жіберуі мүмкін. Бірақ оның тәлімгері Лилит бұрылып, мына сабырлы, әдемі жүзге қарайды. Тәрбиешінің бейнесі оның көз алдында одан да жұмбақ және асқақ болып көрінеді. Кеттік. Уақыт аз. Мен тағы да алға қадам басып жатырмын. Сіз күн сайын жаңадан келгендер патшалығында 6 сағаттан артық бола алмайсыз. Егер біз тез дамығымыз келсе, 1 минутты босқа өткізбеуіміз керек. Содан кейін Лилит абсолютті артықшылыққа ие болу дегеннің не екенін өз көзімен көреді. Мен оны керемет дәлдікпен пайдаланамын. Нысанаға алу. Лилиттің өрімі әрең қозғалады. Жарты сағат өтпейді. Өйткені Лилиттен энергия ағыны бұрынғыдан бірнеше есе тығыз шығады. 2 деңгей. Дәл осы сәтте біздің байланысымыз арқылы маған тазартылған энергия ағыны құйылып, денемнің әрбір жасушасын толтырады. Менің ақыл, ой күшім күрт артады. Дене күші және барлық 5 сезім мүшелері айтарлықтай күшейеді. Мен Лилиттің күй жолағын ашып жатырмын. Лилит, түнгі сиқыршы. 2 деңгей. Күш 55. Лакост 58. Дене бітімі 52. Рух 65. Мен бұл сандарға қарап, денемнің дірілдеп тұрғанын сеземін. 2-ші деңгейдегі тас ұрлаушының дене бітімінің максималды көрсеткіші 16 болды. Лилиттің барлық көрсеткіштері бір деңгейде 3 еседен астам жоғары болды. Бұл шын мәнінде аңызға айналған әлеует дәрежесі нені білдіреді? Уақыт зымырап өтіп жатыр. 3 сағат өтті, айналамыздағы әлем өзгерді. Ағаштар қалыңдап, ауадағы энергия тығызырақ және ретсіз болды. Біз патшалықтың орта аймағына жеттік. Түкірік пен Лилиттен келе жатқан жолда 70-тен астам тіршілік иесі құлап қалды. Менің патшалық ұпайларым көшбасшылар тақтасының жоғарғы жағына дерлік жетті. Қожайын алда күшті нәрсе күтіп тұр. Лилита кенет тоқтап қалды да, оның жүзі қатайып кетті. Мен мұны бақылау тақтасы арқылы байқадым. Сәл алда, бұлыңғыр батпақты топырақтың бір бөлігінде көлеңкелі алып жылан жасырынып қалды. Әлеуетті дәреже. Элиталық деңгей 9-шы. Деңгей 7-ші. Элиталық деңгей 7-ші. Бұл патшалыққа кіргеннен бері біз кездестірген ең жоғары деңгейдегі жаратылыс. Бұл кезеңде жануарларды қолға үйретуді жаңадан бастағандар үшін бұл іс жүзінде жеңілмейтін нәрсе. Сіз мұны істей аласыз ба? Мен Лилитке қарап тұрмын. Лилиттің таңғажайып жүзінде қорқыныштың көлеңкесі жоқ. Ол тілінің ұшын ашық, қызыл ернінің үстінен жеңіл сипады. Сізге жол ашу мен үшін үлкен мәртебе. Ұстаз. Ол әрең дегенде сөзін аяқтап үлгереді, өйткені ол жоғалып кетеді. Келесі сәтте ол ондаған метр қашықтықтағы батпақтың шетінде пайда болады. Біздің астымыздағы лайлы суларда бөшкеде қалың қара жасыл қабыршақтармен жабылған жыландар тербеледі. Ол үлкен басын көтереді. Оның тік қарашықтары бар қызыл көздері Лилитке қарай асығады. Аузы кең ашылады. Аузынан қою жасыл удың ағыны шығып, ауаны ысқырған дыбыспен жарып жібереді. Лилит еле сияқты қозғалады. Ағыннан оңай құтылады. Ол жіңішке қолын бұлғап тұр. Ал артындағы қуыстан аспаннан тордай ұшып бара жатқан бірнеше тікенді жүзім бұталары қорқынышты күлгін сәулемен сықырлап тұр. Олар көлеңкелі алып жыланның үлкен денесін орап жатыр. Тікенектер жыланға дейін терең еніп кетеді. Ауырсыну шеберлігі. Тікенектерге оралған немесе қадалған кез келген құрылғы үнемі қан кетіп уланып қалады. Жылан қатты айғайлап, қатты дірілдейді, бірақ өзін аздап босата алмайды. Жыланның басынан жоғары Лилит пайда болады. Оны ешкім көрмеді. Ол кешірім кассасын жоғары көтеріп тұр. Оның көздері өлімдей суық, ал қара жүзі айналаның бәрін кесіп өтетін нәрсенің күшімен батып бара жатыр. Үлкен жыланның басы аспанға ұшып бара жатыр. Ол ауада 2 рет аударылып, қатты толқынмен батпаққа құлады. Басы кесілген алып, дене бір сәтке дірілдеп соғады. Содан кейін толығымен қатып қалады. Жыланның мәйітінен тығыз энергия шоғыры шығып, толығымен Лилитке құйылады. Лилиттен келетін аура күрт артады. Энергияның күшті толқындары жан-жаққа таралады. 6 деңгей. Сол кезде менің денеме байланыс арқылы кері байланыс энергиясының одан да таза ағыны құйылады. Мен өзімнің психикалық және физикалық күш-қуатымның келесі деңгейге көтерілгенін анық сезінемін. Мен терминалымдағы шардың нүктелерін тексеріп жатырмын. Менің 25 000 ұпайым бар. Сіз көшбасшылар тақтасында бірінші орындасыз, бірақ бұл жеткіліксіз. Ұпайлар мен үшін жай ғана бонус. Жаттығып, деңгейіңізді көтеріңіз. Бұл шын мәнінде маңызды нәрсе. Тереңірек жүрейік. Мен Лилитпен бірге әлемге 1 секундқа да тоқтамаймын. Басқа жерде, әлемнің кең, ашық жазықтарының тереңдігінде зейін бір топ қиыршық тастардың артына тығылады. Жақын маңдағы үлкен үңгірге қараған кезде оның көздері жарқырайды. Ішінде кішкентай төбенің көлеміндей қою қызыл жалмен жабылған тіршілік иесі ұйықтап жатыр. Қанды қаһарлы арыстан. Әлеуетті элиталық дәреже 9 кезең, 7 деңгей. Ал арыстанның артында үңгірдің тереңінде, үңгірдің тынысымен тербеліп тұрған әлсіз қызыл сәулемен жарқыраған бірнеше ерекше өсімдіктер бар. Қан гүлдейді. Олардың 3-еуі бар. Зейіннің тынысы тарылып барады. Ашкөздікке толы көздері бар. Қан тамырларына қарай асығады. Бұл сирек кездесетін материал. Ол 9-шы деңгейден төмен кез келген аңның күшін айтарлықтай арттырады. Ол кез келген нарықта баға жетпес құнды. Аяз, сол жерге кіріп, мына гүлдерді ал. Зейін бұйрық беріп жатқанда ысқырады. Періштенің мұздай көк көздері
көздерінен бір күмән жыпылықтайды. Ол осы арыстанның бойындағы шексіз күшті сезінеді. Егер ол оянса, оның салдарын елестету мүмкін емес. Қазір кет. Сен неден қорқасың? Оның екіленіп тұрғанын көріп, Зейннің жүзі шыдамсыздық пен қатыгездіктен қисайып кетеді. Сен эпикалық дәрежедегі періштесің. Элиталық дәрежедегі жануардан қорқасың ба? Сені сол жеңілгеннен кім құтқарып, саған шынайы мүмкіндік бергенін ұмытпа. Менің бұйрығымды орындауға қалай дәтің бар? Аяздың қанаттары сәл дірілдеп тұр. Ақырында ол бағынады. Ол өзінің барлық қасиетті нұрын бойына сіңіріп, үңгірге ақ көлеңкедей сырғып түседі. Мүлдем үнсіз. Зейн сыртта жүрегі дүрсілдеп күтіп тұр. Бірнеше секундтан кейін Аяз қайта пайда болады. Үш қанды гүлдің бәрі оның қолында. Зейннің жүзі жабайы қуанышқа бөленеді. Бірақ ол тыныш сырғып кету үшін қимыл жасағанда бәрі жарылып кетеді. Бүкіл ұшақта саңырау гүріл естіледі. Қанды қаһарлы арыстан оянды. Оның хайуандық көздері Зейн мен Аязға қадалған. Қанішер ашу ыза оған физикалық толқын сияқты оралады. Оның қазынасы ұрланып, ол ашуланды. Мені бұл жерден алып кет. Жүгір. Зейн қорқыныштан есінен танып қалады. Ол Аязға қайта-қайта айғайлайды. Ол бірден оның иығынан ұстап, бар күшімен қанаттарын қағып, екеуі ақ нұрдың жарқылындай ұшып кетеді. Қанды қаһарлы арыстан арылдап, шаң бұлттарын көтеріп, олардың артынан тоқтаусыз жүгіреді. Ол халықты тезірек қуып жетеді. Зейн арқасынан соққан ыстық қанды желді сезеді. Оның бетінен бояу ағып кетті. Ол айқайлап сөйлейді. Аяз қазірдің өзінде шегіне жетті. Бірақ ол өлі жүкті көтеріп жүр. Ал арыстан олардың артындағы алшақтықты жойған кезде оның жылдамдығы сөзсіз төмендейді. Зейннің көзінен бір зұлымдық пен ессіздік пайда болады. Өмір қауіп төніп тұрған осы қиын сәтте ол Аяздың салқын даусын естиді. Бір шақырымдай жерде бір топ адам алда. Зейн жыпылықтап тұр. Оның көзінде таза ашу пайда болды. Тамаша. Аяз, оны сонда апар. Олар біздің орнымызда онымен айналыссын. Бар күшіңді сал. Мына пангалинді аяқта, сонда біз үздік жүзге кіреміз. Отрядта құйрығы биік, бет әлпеті өткір қыз, сабырлы және сенімді түрде жекпе-жекті басқарады. Бұл Рейн, менің сыныбымның бастығы. Оның командасы үйлесімді әрекет етеді және 5-ші деңгейдегі жаратылысқа жақындайды. Жеңіс жақындап қалды. Содан кейін ауа қанның қатты иісіне толады. Содан кейін жер қатты дірілдей бастайды. Не болып жатыр? Жер сілкінісі болды ма? Жасақ мүшелерінің беті бозарып кетті. Олар шабуылын тоқтатады. Жаңбыр қатты мазасыздықты басып жатыр. Ол басын жер асты дүмпулерінің көзіне қарай бұрып, оларға қарай қорқынышты жылдамдықпен келе жатқан ақ жарық жолағын көреді. Ал оның артында үлкен, қою қызыл арыстан керемет қатыгездікпен жарысып жатыр. Жүгір. Рейннің қарашықтары нүктенің өлшеміне дейін кішірейіп барады. Ол айғайлап жатыр. Бірақ тым кеш. Ақ жолақ олардың бастарының дәл үстінен өтіп, әп сәтте ұшып кетеді. Қанды қаһарлы арыстан бар ашуын отрядқа жаудырып, оның жолын бөгеп тастайды. Өзіңді қорға. Шарасыздықтан Рейн айқайлайды. Оның аңы мұз түріндегі 3 деңгейдегі қарақабақты тасбақа алға ұмтылып, үлкенін көтереді. Бірақ 7-ші деңгейдегі элиталық жаратылысқа қарсы бұл пайдасыз. Қанды қаһарлы арыстан табанын жалқаулықпен бұлғап тұр. Қатты мұз қалқаны шыны тәрізді дірілдеп сынған. Тасбақа жан түршігерлік айқай шығарады. Оның алып денесі бүйіріне қарай ұшып бара жатыр. Қабықтың үстінен терең жарықтар жайылып жатыр. Рейн қорқып айқайлап жатыр. Жасақтың қалған мүшелері аңдарын босатып жатыр. Олардың шеберлігі кемпір қосақтың барлық түстерімен жарқырайды. Бірақ олардың қанды қаһарлы арыстанға жасаған барлық шабуылдары оған ешқандай зиян тигізбейді. Жасақ мүшелерінің бірі жалтарып үлгермей, соққыға жығылып, сынған батырауық тәрізді бүйіріне қарай ұшып кетеді де әп сәтте есінен танып қалады. Жасақ шарасыз күйде. Жаңбыр жақындап келе жатқан арыстанға қарап тұр. Денесі суып бара жатыр. Аяғы оны әрең ұстап тұр. Бұл шынымен соңы ма? Ол көзін жұмып, өлімге дайындалып жатыр. Бірақ содан кейін оның құлағына тыныш және таныс дауыс естіледі. Лилит, шабуыл жаса. Ол күлгін тікенектері бар. Бірнеше жүзімнің ауадан қалай пайда болатынын және ашуланған аңның барлық төрт табанын әп сәтте орап алатынын аяқтауға уақыты жоқ. Арыстан қатты гүрілдеп, құтыра бастайды. Бірақ тікенектер оны керемет күшпен ұстап тұрғанын көреді. Ол неғұрлым қатты күрессе, тікенектер оның етіне соғұрлым тереңірек енеді. Рейн көзін ашады. Оның қасында ұзын бойлы, тікен жас жігіт тұр. Ал оның қасында сымбатты қара күлгін көйлек киген, артында керемет көбелек қанаттары бар әйел тұр. Ол үлкен қара өрімді қолына ұстап, қақпанға түскен арыстанға сабырлы түрде барады. Бұл сенсің. Рейн бұл адамды таниды. Бірақ оның басы бос. Ол әрең ойлайды. Сыныпта әрең байқалатын. Үнемі тыныш, үнемі көзге түспейтін бала қазір оның үстінде Галос пен оның аңындай болып тұр. Рейннің таңырқаған көз қарасының астында Лилит басынан жоғары өрілген өрімді көтереді. Ал суық жүзі кешірімсіз және бұлтартпас өлімге әкелетін доғаны сызады. Бір қатыгез соққымен ол арыстанның басы мен денесінің жартысын кесіп тастайды. Олар сол жерде өледі. Сонымен қатар, Ленуан қаласының жаңадан келгендер сферасын бақылау орталығында үлкен дөңгелек залдың ішінде сфераның түкпір-түкпірінен тікелей эфирлер мен деректер ағындарын көрсететін ондаған экрандар бар. Атмосфера тұншығып, мұздай дерлік. Бөлмеде отырған қала күзетінің кез келген қызметкері жарқын деректер көрсетілетін орталық экраннан көздерін алмай, орнында қатып қалды. Көшбасшылар тақтасы. Бірінші орын. Люкс. 41.350 ұпай. Ықтимал рейтингі. Дәрежесін алудың стандартты шегі 10.000 ұпай. Люкс есімді бұл студенттің ұпайы 4 есе көп. Толық 10 секунд ішінде бір түрлі өлі тыныштық орнады. Мен бір нәрсені елестетемін. Бір жас офицер ысқырып, инстинктивті түрде көзін уқалайды. Линк Юан әлеуетті жаңа ойыншыны соңғы рет атағынан босатқанына қанша жыл болды? Келесі секундта бөлмедегі шиеленіс күшейеді. Бұл шынымен де солай. Оның файлын ашыңыз. Бұл жігіт кім? Оның қандай хайуаны бар? Мен оны түсіндім. Жазбалар оның бастапқы жануарының қасиетті періште екенін көрсетеді. Бірақ байланыс үзілді. Не болды? Байланыс үзілді. Байланыс үзілген адам ретінде бірінші орынды иелену былай тұрсын. Патшалыққа мүлдем кіре алады. Күте тұрыңыз. Мұнда қосымша жазба бар. Ол Apex гильдиясынан қабылданбаған суккубусты сатып алды. Бақылау бөлмесі жарылды. Барлығының миы өшіп қалды. Байланысы үзілген. Тек қабылданбаған аңды ғана көтере алатын бала, әйтеуір
жаңадан келген әлемде мүлде есінен танып қалды. Директор Мин негізгі басқару пультінің артында отыр. Оның жүзі әрқашан сабырлы, әрқашан өтпейтін, мүлде шошып кеткен. Оның көзқарасы экраннан өшпейді. Онда Лакс пен Лилиттің көлеңкелі жыланмен және қанды қаһарлы арыстанмен күресіп жатқан кадрлары қайталанады. Ешқандай айқайлау тактикасы жоқ. Тек абсолютті үстемдік. Олар қаскүнем деп атаған хайуан. Әрбір соққы бір уақытта дәл өлімге әкелетін. Талғампаз және қатыгез. Құбыжық. Директор Мин екі сөзді тістерінен өткізіп жібереді. Ол орнынан атып тұрып, қатты толқудан беті қызарып кетті. Ол бұл туралы дереу мэр Блейзге хабарлайды. Ол орынбасарына бұрылып айқайлайды. Орынбасардың жауап беруге уақыты әрең жетеді. Бірақ директор Мин оны бұлғап жібереді. Оның көзінде бұрын-соңды болмаған от жанып тұр. Мен порталға өзім барамын. Рейн жазығында қазылған сияқты тұр. Оның көз алдында әлі күнге дейін жерді дүр сілкіндірген жалғыз соққының суреті тұр. Арыстан оның бүкіл отрядын өлімнен шашына дейін қалдырған, жай ғана жоғалып кетті. Оның жаңа ғана көргендерінің бәрі оның әлем туралы түсінігін өзгертті. Ол баяу ағып жатқан мойнын бұрып, алдындағы шынайы фигураға қарайды. Бұл арқа, бұл қалай мүмкін? Тек аңыздарда ғана естілетін адам тәрізді аңдар соншалықты қолжетімді және күлкілі күшті болған кезде оның айналасындағы отряд мүшелері тасқа айналғандай болды. Олардың жүздерінде сенімсіздік пайда болды. Бұл көріністе желдің дауысы ғана естіледі. Неге тоңып қалдың? Аздап мазақ еткен даусым тыныштықты бұзады. Рейн есін жиып, ақыры ақтайды. Оның беті бірден қызарып кетті. Ұялғаннан ол өзін өзі сығып алады. Рахмет, сен бізді құтқардың. Оның даусында шынайы ризашылық бар. Рахмет, Люкс, сен біздің өмірімізді сақтап қалдың. Сен аңызсың. Жасақтың қалған мүшелері бірден өмірге келіп, маған алғыс айта бастайды. Мен қолымды бұлғап тұрмын. Мен мұның бәріне мән бермеймін. Менің көзім Рейнге қарайды. Сен мұны қалай істей алдың? Бұл сұрақты естіген Рейн өмірге қайта оралады. Бізде түсінік жоқ, дейді ол ашудан шиеленіскен дауыспен. Біз кесірткені өлтірмекші болдық. Содан кейін бұл арыстан бізге күтпеген жерден секірді. Мен аспанда арыстанды әдейі бізге қарай айдап бара жатқан фигураны көрдім. Біз байланып қалғанымызда бұл адам жай ғана қашып кетті. Бұл жиіркенішті. Сен періштеге ұқсайсың, деп қосты оның жанында тұрған топ мүшесі. Рейннің сөзі оның тамағына жабысып қалды. Ол бірдеңені түсінген сияқты. Ол маған төменнен жоғары қарай мұқият қарап тұр. Мектептегі барлық адамдар Зейннің құбыжығы сенен алынған қасиетті періште екенін біледі. Менің бетімнің зақымдануы өзгермейді. Бірақ мені жақсы білетін кез келген адам менің көзімнен өтіп бара жатқан осы қысқа суықты байқай алады. Зейн, өзін құтқару үшін қауіпті тікелей жазықсыз сыныптастарына бағыттаудан бір секундқа тартынбады. Бұл менсінбеуге мүлдем лайық емес. Мен мұны жалғастырмаймын. Оның орнына мен жараларға қамқорлық жасайтын жасақ мүшелеріне көз жүгіртемін. Сен ең жақсы формада емессің. Бұл ең қауіпті аймақ. Алдымен сыртқы аймаққа оралыңыз. Жаңбыр басын изеді. Ол білет. Олардың қазіргі күйінде терең аймақта қалу, өлімді сұрау. Біз қазір кетіп бара жатырмыз. Ол маған қарап тұр. Екеуіңше, мен күліп тұрмын. Мен терминалымдағы кері есепке қарап отырмын. Бізде әлі көп уақыт бар. Біз тағы біраз алға жылжимыз. Рейннің аузы сәл ашылып қалды. Ол бірдеңе айтқысы келетін сияқты. Онда абай бол. Мен бас изеймін. Осымен қоштасамыз. Бір секундқа тоқтамай, мен Лилитпен бірге патшалықтың ең шалғай жерлеріне қарай бет алдым. Бүгінгі патшалықтың жабылуына 2 сағаттан аз уақыт қалды. Біз баяулай алмаймыз. Рейн бұл фигураның соңғы ізі көзден таса болғанша не болып жатқанын бақылап отыр. Сонда ғана ол басқа жаққа қарайды. Оның кеудесінде күрделі және аты аталмаған нәрсе көтеріледі. Көзге көрінбейтін, ешкім байқамайтын бала оның іздеуі керек адамға айналғанда. Линг Юан муниципалитеті ғимаратының ең жоғарғы жағында әкімнің кабинетінде көтеріңкі көңіл күй орнады. Мэр Блейз терезенің жанында тұрып, қолдарын артына қысып, округтың шығысына қарайды. Әлі ештеңе болып жатқан жоқ. Оның кішкентай даусынан тыныш шаршау естіледі. Оның артында қала күзетшісі тұр. Комиссар Торн басын қатты шайқады. Мэр, кеше түнде энергияның жарылуынан кейін біз бірден бүкіл шығыс округты тырнап тастадық. Жаңа кеңістіктік ақаулар табылған жоқ. Бұл аймаққа қандай да бір жоғары дәрежелі содырлардың кіргені туралы жазбалар жоқ. Комиссар Торнның даусынан да абыржушылық естіледі. Бұл энергия орасан зор және терең болды. Бірақ ол елес сияқты әп-сәтте жоғалып кетті. Бірақ көктегі дәрежедегі жауынгер ретінде мэр Блейз мұны дұрыс сезінбей тұра алмады. Ол ештеңе айтпайды. Оның терең ойлы көздерінен тыныш шағылысқан. Белгісіздік әрқашан ең үлкен алаңдаушылық тудырады. Ол бұрылып, орындыққа қайта отырады. Оны біраз уақытқа қалдырыңыз. Ескерту жүйесін қосыңыз. Патшалықта жағдай қалай? Биыл қандай да бір перспективалы талант пайда болды ма? Бұл туралы айтқан кезде комиссар Торн сәл босаңсыды. Бірақ оның бетінде көңілсіздік көлеңкесі пайда болды. Әзірге ең жақсы орындаушы Family Kid әні, Зейннің 6000-нан сәл асатын әні. Бұл эпикалық дәрежедегі қасиетті періште. Әлеуетті рейтинг кез келген басқа жылы абсолютті ең жақсы деп саналатын деңгейге жетті. Блейздің нөмірі әрең естіледі. Линг Юан нағыз данышпансыз тым ұзақ өмір сүрді. 3 жыл бұрын біз ақыры әлеуетті шәкірт атағын алдық. Тарих университеті оны сыйлық ретінде қабылдады. Бұл оның осында өткізген барлық уақытындағы шын мәнінде тамаша жетістіктерінің бірі болды. Содан кейін ештеңе болған жоқ. Қаланың болашағы оның жастарына байланысты. Жоғары деңгейдегі жаңа таланттардың ағыны болмаса, Линг Юан көрші қалалармен бәсекелестікте одан да артта қалады. Дәл осы сәтте кеңсе қайтадан қатты тыныштыққа батып бара жатқанда, есік тарсылдап ашылып, бөлмеге бір фигура құлап түсті. Бұл жаңадан келгендер сферасын бақылау орталығының директоры Минг. Ол тұншығып жатыр. Оның бетінде шоктың, сенімсіздіктің және әрең басылған қуаныштың ретсіз қоспасы бар. Комиссар Торн оны көргенде қабағын түйеді. Саған не болды? Мэр Блейз бұл әдетте сабырлы адамға жоғары қарайды. Терең демал. Маған шын жүректен түсіндіріп беріңізші. Не болды? Миг директоры қатты соғып тұрған жүректі тыныштандыруға тырысып, әрең жұтады. Мэр, бізде тағы бір әлеуетті үміткер бар. Бұл сөздер залда күн күркірегенде естілді. Комиссар Торнның бетіндегі дұшпандық қатып қалды. Осы уақытқа дейін орындыққа сүйеніп отырған мэр Блейз кенет бойын түзеп алды. Сен не дедің? Сіз дұрыс естігеніңізге сенімдісіз бе? Директор Минг қатты басын изеді. Ол өзінің әмбебап терминал
терминалында деректер экранын ашады. Оның қолдары толқудан дірілдеп, екеуіне де көрсетеді. Мен толық сенімдімін. Мен мұны өзім көрдім. Люкс есімді студент. Оның осы саладағы ұпайлары қазірдің өзінде 40 мыңнан асты. Әлеуетті рейтинг С деректерді көрген бойда мен бұл туралы хабарлау үшін бірден осында жүгірдім. Мер Блейз деректер экранына қарап, тынысы тарылды. Сізде 40 мың ұпай бар. Бұл шекті мәннен бірнеше есе жоғары. Таңырқаған үнсіздіктен кейін Мер Блейз алақанын үстелге соғып, орнынан атып тұрды. Байсалдылықтың барлық қалдықтары жойылып, шексіз қуанышқа жол береді. Иә, бұл көктен келген сыйлық. 5-ші дәрежелі данышпан Линуан Сити үшін кез келген жоғары дәрежелі адамға қарағанда әлдеқайда көп нәрсені білдіреді. Бұл маңызды мәселе емес. Бұл Линуан Ситидің болашағына деген үміт. Оның қасында комиссар Торн есеңгіреп, есін жиып, жүзіне үлкен күлкі ұялады. Құттықтаймын, әкім. Сенің мықты көшбасшылығың біздің қалаға осындай талантты адамдарды шығаруға мүмкіндік береді. Мер Блейз оларды бірінен соң бірін қол бұлғап жатыр. Дәл қазір оның жағымпаздықты тыңдауға шыдамы жетпейді. Бақылау орталығына хабарласыңыз, оның көздері ашудан жанып тұр. Мен бұл лактың шын мәнінде қандай данышпан екенін өз көзіммен көргім келеді. Дәл осы сәтте Лилит екеуміз қараңғы шатқалдың тереңіндеміз. Менің алдымда шатқалдың күңгірт жарығында 20-дан астам жоп-бозғылт жасыл көздер жыпылықтайды. Олардың әрқайсысында бір топ арқа қасқырлар бар. Олардың біреуі ересек бұқаның көлеміндей, арқасының бойында сүйекті тікенектері бар, жүзі өткір, қаһарлы және қорқынышты. Олардың көші 3-тен 5 жұлдызды деңгейге дейін ауытқиды. Ал отардың ең басында ең үлкені тұр. Қалғандарынан 2 есе дерлік үлкен қасқыр патшасы. Оның суық, мейірімсіз көздері Лилит екеумізге қарап тұр. 7-ші деңгейдегі өлім дәрежесіндегі жұлдыз. Бұл мұқият жоспарланған бұқтырма. Лилиттің тынысы бұрынғыдай біркелкі емес. Оның бозғылт храмдарында кішкене тер тамшылары жиналады. Ұзақ уақыт бойы қызу күрес оның күшін қатты сарқып жіберді. Бірақ кешірім орағын ұстаған қол ешбір дірілсіз, мүлдем қозғалыссыз қалады. Ұстаз, абай болыңыз, дейді Лилит ауыр дауыспен. Бұл аңдар біз бұрын кездестіргендердің бәрінен де айлакер. Біз әдейі әлсіздік танытып, бізді дәл осы шатқалға азғырған 5-ші жұлдызды деңгейдегі арқа қасқырдың артынан қудық. Мұндай нәрсені кім ойлаған? Ерекше инстинктпен әрекет ететін сияқты көрінетін тіршілік иелері, әрине, туыстарын жемтігін қоршау үшін жем ретінде пайдалануды болжаған болар еді. Бірақ менің бетімде ешқандай шиеленіс немесе қорқыныш жоқ. Мен айналамыздағы қасқырларға сабырмен қараймын. Ернімнің бұрыштарында сәл күлімсіреу ойнап тұр. Жарайды. Бұл мені оларды жалғыз аулаудан құтқарады. Мен бұл сөздерді айтқан бойда Лилит бәрін түсінеді. Ол маған шексіз сеніммен және жауынгерлік жігермен қарайды. Ол қазір бұрынғыдан да қорқынышты көрінеді. Одан да тереңірек және қараңғы. Лилиттен күлгін қара энергияның жарылуы шығып жатыр. Ол барлық бағытта саңырау күшпен таралады. Дағды іске қосылды. Тозақтың ең терең күшінен туған 7 күнәнің қаны, өлімге әкелетін 7 күнәнің қаны. Бұл қан ағып жатқан әрбір адам 7 жын патшасының бірі бола алады. Шеберлік әрекеті кезінде барлық статистика 200%-ға артады. Оны кез келген уақытта өшіруге болады. Дағдылардың жетіспеушілігі ажыратудан кейінгі қысқа мерзімді әлсіздік болып табылады. Онда барлық статистика 20%-ға төмендейді. Бірақ бұл дағдының күшімен салыстырғанда бұл баға шамалы. Дағды іске қосылған сайын Лилиттің аурасы күшейе түседі. Оның қара шашы желсіз дамиды. Көбелектің күлгін қара қанаттары кең ашылып, таң қалдырады. Оның шын жүректен шыққан көздері керемет тереңдей түседі. Оларда жойылу жалыны жанып тұрады. Қасқыр патшасы. Осы уақытқа дейін оның 2 құрбаны қазірдің өзінде шегіне жетті деп сенген. Бұл кенеттен өзгерісті көргенде, ол күмән мен алаңдаушылықты сезінеді. Бірақ ол осы аумақтың даусыз билеушісі және оның қатыгездігі шешімсіздіктің көрінісін тез басады. Қасқыр патшасы гүрілдеп, бүкіл шатқалды дірілдетіп, шабуылға белгі береді. Әп сәтте 20-дан астам шипоспен қасқыры алға ұмтылып, шатқалдың ортасында бізге 2 жақтан шабуыл жасайды. Лилит қозғалады. Оның фигурасы артында тек бұлыңғыр із қалдырады және әп сәтте жоғалып кетеді. Қараңғы, мұзды жарықтың жарқылы және оған жеткен алғашқы қасқыр шипоспен орнында қатып қалады. Оның үлкен басы аспанға ұшып бара жатыр. Басы кесілген денесі жерге құлап кетпес бұрын да Лилит келесі қасқырдың қасында болды. Ал жазалау орағы әсем, өлімге әкелетін дұғаны сипаттайды. Тағы бір басы жерге домалап жатыр. Дәл осы сәтте Лилит тозақтан шыққан өлімнің өзі сияқты. Оның әрбір қимылы, әр өрімі тынымсыз дәлдікпен өмірді алып кетеді. Оның алдында дымқыл қағаздай қорқынышты үйір шашылып жатыр. Бар болғаны 10 шақты тыныс алғанда, жер 7-8 қасқырдың мәйіті шипоспендермен көмкерілген. Қасқыр патшаның салқын қанды, мейірімсіз көзқарасы Лилиттен үзілмейді. Ол олжасы таусылып қалды деп ойлады. Бірақ оның жан дүниесін дірілдететіндей күшті энергияның кенеттен жарылуы оның барлық түсініктерін бұзады. Қасқыр патшаның тамағынан төмен улаған дыбыс шығады. Оның үлкен денесі еріксіз жарты қадам артқа шегінеді. Алғаш рет оның кеудесінде көптен бері сезінбеген сезім, қорқынышы пайда болды. Бірақ бұл жерлердің жалғыз билеушісі ретінде оның тартынуға шамасы келмейді. Тереңде жатқан өлтіруші инстинкт бір сәттік әлсіздікті тез басады. Қасқыр патша басын артқа лақтырып, сайдан өтіп бара жатқан гүріл шығарады. Бұл ақылсыздықтың соңғы әрекеті. Әп сәтте қалған шипоспина қасқырлары қасқыр патшасымен бірге шабуылға шығады. Лилит қайтадан қозғалады. Ал өлім тағы да үйірдің арасында өз биін орындайды. Лилит тобырдың соңғысын жойып жібергеннен кейін, қасқыр патшаның сүйек омыртқалары бірден оның бағытына қарай асығады. Ол бұрын соңды сезінбегендей қауіп төніп тұрғанын сезеді. Ол аузын кең ашып, оның ішінде сүйек энергиясының ауратын бозғылт сәулесі қалыңдай бастайды. Ол қатты ысқырықпен Лилитке қарай ұмтылады. Бұл оның ең күшті шабуылы. Бірақ Лилит позициясын әрең өзгертіп, оңайлықпен жалтарады. Келесі сәтте ол қасқыр патшаның дәл алдында болады. Оның үлкен көлеңкесі оның нәзік фигурасын толығымен жұтып қояды. Ол үлкен ұстарадай өткір табанын көтеріп, төмен түсіреді. Лилит тартынбайды. Ол артқа шегінбейді. Ол жай ғана басын баяу көтеріп тұр. Ал оның көздері қирау жалынымен жанып,
оның сұлбасын көрсетеді. Үлкен қара өрім сенімді түрде жоғары көтеріледі. Тағдырдың жібін өзі кесетін адам. Саңырау шуда, көздің жауын алатын жарқылда жоқ. Қасқыр патшаның құдіретті табаны ауада қатып қалады. Маңдайының ортасынан құйрығының ұшына дейін жіңішке қызыл сызық созылып жатыр. Келесі секундта қасқыр патшасының бір сүйектен тұратын үлкен денесі екіге бөлінеді. Кесілген мәйіттен таза энергия ағыны шығып, толығымен Лилитке құйылады. Оның аурасы қайтадан көтеріле бастады. Өлім дәрежесі 7-ші жұлдыз. Одан күш толқыны алшақтап, жан-жаққа керемет күшпен таралады. Сонымен бірге денемнің әрбір жасушасы арқылы жауап беретін энергияның күшті ағыны өтеді. Менің ақыл, ой күшім қайтадан көтеріледі. Мен Лилиттің сипаттамалар тақтасын ашып жатырмын. Лилит, түнгі сиқыршы. Өлім дәрежесі 7-ші жұлдыз. Күш 151, Лакост 165, дене бітімі 155. Барлық 4 санат бойынша осы қорқынышты 3 таңбалы сандарды көргенде менің жүрегім еріксіз қатып қалады. Міне, аты аңызға айналған деңгейдегі таланттың сұмдығы. 7-ші жұлдыздық дәрежедегі элиталық деңгейдегі қарапайым байланған аң ең жақсы көрсеткіш бойынша ең көп дегенде 50 ұпай жинай алады. Лилит 3 есе күшті. Менің көзім соңғы бөлімге түседі. Ұсынылатын әзірлеу материалдары: мәңгілік түннің інжу маржаны, тозақ суы, қорқынышты түс кристаллы. Олардың барлығы өте сирек кездеседі. Егер мен олардың барлығына қол жеткізе алсам, Лилитті аңызға айналған 2-ге дейін тез көтерер едім. Ал егер мен оны мифтік деңгейге дейін бірте-бірте алға жылжытсам, оның қандай болатынын елестету өте қорқынышты болар еді. Мен кеудемде пайда болған толқуды басып, бірден Амни терминалымды ашамын. Мен желіге қосылып, Лин Юандағы барлық ірі сауда гильдияларының материалдар каталогтарын қарай бастадым. Мен панельде көрсетілген барлық материалдарды іздеймін, бірақ таба алмаймын. Мен сәл қабағымды түйіп тұрмын. Бұл материалдар тым сирек кездесетін сияқты. Кем дегенде, Лин Юан сияқты орташа қалада оларды табу мүмкін емес. Көңілім қалды. Бірақ мен бірдеңе туралы айтуға әлі ерте екенін түсініп, тез арада өзімді жинаймын. Қазір ең бастысы Бистлорд-қа түсу емтиханын тапсыру және ең жақсы академиялардың біріне түсу. Жоғары деңгейге көтерілу арқылы ғана мен үлкен әлемге қол жеткізе аламын. Содан кейін ғана осындай материалдарды алуға мүмкіндігім болады. Кері санақтың аяқталуына 10 минуттан аз уақыт қалды. Лилит, кететін уақыт келді. Мен ақырын шақырамын. Лилиттің айналасындағы күлгін қара энергия 7 күнәнің қанын сөндірген кезде баяу таралады. Ол бірден қатты әлсіздікке бой алдырады. Оның денесі инстинктивті түрде маған қарай тартылады. Мен оны бір қолыммен құшақтаудан тартынбаймын. Лилит екеуміз шатқалдан шығуға қарай бұрыламыз. Айналадағы әлем айналып бара жатқандай таныс сезім аяқ астындағы қатты жер сезіміне жол береді. Біз қайттық. Көздің жауын алатын күн сәулесі мен қаланың шуы сәтте басқа дүниенің салқын тыныштығын алмастырады. Біз қайттық. Линуан қаласының орталық алаңы. Алаң қазірдің өзінде жаңадан оянған аң иелеріне толы. Олар топтарға жиналып, басқа әлемде тапқандары туралы алған әсерлерімен бөліседі. Лилит екеуміз пайда болғаннан кейін, алаңдағы барлық көзқарастар бізге қарай бұрылады. Бұл өздігінен болады. Өйткені Лилиттің сұлулығы мен оны қалай ұстау керектігін сипаттау мүмкін емес. Ол сабырлы түрде менің қолыма сүйенеді. Ал оның әдемі бетінде шайқастан кейін шаршаған адамның тынығы оқылады. Бұл оның сүйкімділігін арттырады. Осы кезде бізге форма киген қала күзетшісі тез жақындап келеді. Ол тік тұрып, назар аударып, сәлем береді. Кешіріңіз, сіз Люкссіз бе? Мен сәл бас изеймін. Күзетшінің жүзінде күлкі пайда болды. Люкс, құттықтаймын. Биылғы жылы жаңадан келгендер әлемінде сіз өз дәрежеңіз бойынша әлеуетке қол жеткіздіңіз. Қаламері Линг Юан, сізбен жеке сөйлескісі келеді. Сипранг, әкім. Бұл сөздерден қасында тұрып, тыңдап отырғандардың бәрі шошып кеткені байқалады. Олардың жүздеріне сенімсіздік жазылған. Мен бір сәтке адасып қалдым, бірақ тез есін жиып жатырмын. Мен басқа дүниеде мен ойлағаннан да көп шу шығарған сияқтымын. Менде бас тартуға ешқандай себеп жоқ. Мен жайбарақат бас изеймін. Жолды көрсет. Мен күзетшінің соңынан алаңның шетіндегі мұнараға барамын. Ал Лилит менің артымнан келе жатыр. Ғимарат қалалық күзет бюросына тиесілі. Оның сұр және ақ қабырғалары сабырлы, қатаң сенімділік береді. Офицер мені екінші қабаттағы мәжіліс залына апарады. Мен есікті ашып, ішке кіремін. Бөлме жай ғана жабдықталған. Ұзын төртбұрышты жиналыс үстелі, бірнеше орындықтар және басқа ештеңе жоқ. Бірақ үстелдің басында отырған екі адам үстемдік пен билік сезімін тудырады. Мен олардың бірін қала жаңалықтарынан білемін. Бұл Линюан қаласының ең жоғары лауазымды тұлғасы Мэр Блейз. Тағы бір орта жастағы ер адам қалалық күзет бюросының қара көк формасын киген. Оның погондарында жұлдыздар жарқырап тұр. Бұл қалалық күзет бюросының комиссары Торн. Оның көзқарасы ұстарадай өткір. Лилит екеуміз есіктен кіре салысымен, екеуі де халыққа мұқият қарайды. Лилитті көргенде тіпті осы екі ықпалды адам мэр мен комиссар да таңданысын жасыра алмайды. Бірақ тез қол ұстасып, бар назарын маған аударады. Мұқият және қызығушылықпен қарап отырыңыз, дейді мэр Блейз бірінші болып, сабырлы және жайбарақат үнмен. Билікке бұрыннан үйренген адамның үстемдігін естиді. Мен рәсімді өткізгенді ұнатпаймын, сондықтан орындықты көтеріп отырамын. Лилит менің артымда үнсіз тұр, оның жүзі өтпейтін. Мен Линюан қаласының мері Блейзмін. Бұл Линюан қалалық күзет бюросының комиссары Торн. Комиссар Торн маған сәл басын изеп сәлем берді. Люкс нағыз жас батыр. Мэр Блейз менің көзімді Лилитке бұрады. Линюанда көп жылдар бойы сен сияқты таланттар дүниеге келген жоқ. Оның даусында жасырын таңданыс естіледі. Әкім маған жағымпазданып жатыр. Менің жолым болды. Мен ұялып, мұрнымды уқалап,
Күлемін. Мэр Блейз одан да кеңірек жымиды. Тәкаппар болмаңыз, абайсыз болмаңыз, байсалды және жинақы болыңыз. Оның бұл жас жігіттен алған әсері тағы бір сатыға көтеріледі. Менің есімде, осыдан 3 жыл бұрын Линг Юан қаласында С дәрежелі данышпан Рен есімді біреу дүниеге келген. Онымен қарым-қатынасың қандай? Мэр Блейз тостағанын үстелге қойып, шын жүректен күледі. Бір отбасынан шыққан екі ерекше талант. Әпкесі мен ағасы екеуі де ұлылық үшін дүниеге келген. Екеуің Линг Юан қаласының нағыз мақтанышысыңдар. Комиссар Торн күлімсіреп, тоқтаған жерінен жалғастырады. Менің есімде бұл анық. Реннің ең алғашқы байланған аңы эпикалық 9 құйрықты түлкі болды. Сол жылы қабылдау емтихандарында ол Линг Юан қаласындағы барлық айлақтарды қиратты. Енді міне, 3 жылдан кейін сіз өзара көмектің кезекті кезеңінен кейін осындасыз. Құдайға шүкір. Мэр Блейз әңгімені қалпына келтірді. Оның бет әлпеті байсалды бола бастады. Лакс, сені бүгін осында шақыруымыздың себебі бір нәрсеге байланысты. Сіздің ұпайыңыз Линг Юан қаласының соңғы 10 жылдағы жаңадан келген рекордын жаңартты. Ережеге сәйкес, қала сізді жомарттықпен марапаттайды. Марапат деген сөзді естіген бойда бетім күйіп кетеді. Мэр Блейз әр сөзді түсінеді. Сондықтан бала мүлдем бей-жай қарамайды. Онда миллион альянс несиесінің сыйақысы сіздің шотыңызға тікелей аударылады. Мэр Блейз таңғаларлық санды жариялады. Бұл кез келген қарапайым отбасын бірден басқа сыныпқа көшіру үшін 10 миллионға жетеді. Бірақ мен әрең жауап беремін. Тек қасымды сәл жоғары көтеремін. Содан кейін мен айта бастаймын. Мэр Блейз, бұл сыйлықты баламалы құнды материалдарға айырбастауға бола ма? Мэр Блейз қабағын көтеріп, оның көзінде ризашылық білдіру пайда болды. Сізге қандай материалдар керек? Менің жүрегім дүрсілдеп тұр. Мен панельде көрсетілген 3 материалдың барлығын бірден Лилит деп атаймын. Бұл сөздермен Мэр Блейздің бетінде бір түрлі өрнек пайда болады. Таңданыс пен одан да күрделі нәрсенің араласуы. Конференц залда тыныштық орнады. Менің кеудемде де бәрі кішірейіп барады. Лакс, бұл 3 материалдың не екенін білесің бе? Мэр Блейз дауысын төмендетеді. Бұл материалдардың барлығы ең таңдаулы аңдарды жасау үшін пайдаланылатын стратегиялық маңызды ресурстар болып табылады. Линь Юанда ғана емес, бүкіл Янхуан Федерациясында. Олар өте сирек кездеседі және баға жетпес құнды. Олар іс жүзінде ешқашан еркін сатылымда пайда болмайды. Мен оны тыңдаймын. Жүрегім өкшеме түседі. Мэр Блейз менің көңілімді жасырмайтынымды көреді. Кенеттен оның үні өзгереді. Дегенмен, біздің қалалық қазынамыздың қоймаларында сіз айтқан тозақ суы бар. Бірнеше жыл бұрын Линг Юанның шығыс шетінде шағын кеңістіктік ақау пайда болды. Қала билігі барлау экспедициясын ұйымдастырды және ол тозақ суының қорына келді. Тозақтың өзінен алынған бұл су жындар мен өлілерге қатысты жануарларды өсіруге арналған ең жақсы материалдардың бірі болып табылады. Сондықтан ол өте құнды. Нарықтық бағалаулар бойынша бір бірліктің құны 20 миллион альянс несиесінен асады. Мэр Блейз кідіріп, менің көзіме тіке қарайды. Сіздің 10 миллион сыйақыңыз бір бірлікті де қамтымайды. Менің жүрегім роликтердегідей жоғары көтеріліп, бірден төмен түседі. Бірақ Мэр Блейздің келесі сөздері маған үміт нұрын шашады. Дегенмен, бір бірлікті тегін алудың жолы бар. Менің жүрегім қатты соғып тұр. Мен оларды тоқтата алмай тұрып, сөздер маған қатты әсер етті. Қандай мүмкіндік бар? Ақыры Мэр Блейздің жүзіне риза күлкі ұялады. Ол жоспары жаңа ғана тамаша орындалған адамға ұқсайды. Өткен жылы Линуан қаласының оңтүстік батысындағы Блекстоун жотасында мүлдем жаңа зындан пайда болды. Мен зындандар туралы білетінімнің бәрін бірден есіме түсіремін. Патшалық бұл ресурстарға бай аймақтар. Оларды бірнеше рет зерттеуге болады. Зындан бұл патшалықтан бұрын пайда болған нәрсе. Оның күшті соңғы бастығы бар және оны бірінші болып жеңген команда ғана ең құнды марапаттарға ие болады. Бастық қайтыс болғаннан кейін зындан бірте-бірте болашақ зерттеушілер үшін патшалыққа айналады. Бұл зынданда ерекше бір нәрсе бар ма? Мен бірден сұрақ қоямын. Мэр Блейз ақырын басын изеді. Оның жүзі байсалды болып барады. Бұл зынданның дәрежелік шектеулері бар. Оған тек өлім дәрежесіндегі домен шеберлері мен олардың шақырылған аңдары ғана кіре алады. Егер өлім дәрежесінен жоғары біреу зынданға күшпен кіруге әрекеттенсе, ол бірден құлап кетеді. Өткен жылы зынданды зерттеген топтың мәліметі бойынша, соңғы бастық бұл 9-шы дәрежелі жұлдыз деңгейіндегі псионикалық типтегі тіршілік иесі, өлімші. Мен мәселенің не екенін бірден түсіндім. Псионикалық типтегі шақырылған аңдар қазірдің өзінде өте сирек кездеседі. Ал Линуан орташа өлшемді қала. 9-шы жұлдызды деңгейдегі псионикалық тіршілік иесіне төтеп бере алатын өлім дәрежесіндегі домен шеберін табу өте қиын. Сондықтан бұл зындан содан бері бұзылмай келеді. Комиссар Торн былай деп қосты. Міне, біз оны жей алмаймыз. Бұл әлі де жұмсақ. Мэр Блейз күле алмайды. Сосын ол маған қатты қарайды. Люкс, сен оған басқалар сияқты жарайсың. Бұл зынданды тазартқаннан кейін Линуанның жаңа патшалығы пайда болады. Бұл бүкіл қалаға үлкен пайда келеді. Ал жолды тазартқан адам ретінде қала сый-сияпатын аямайды. Менің ойымша, сізге өтемақы ретінде тозақ бұлағынан бір бөтелке су беруге ешкім қарсы болмайды. Осы уақытта орталық алаңдағы әлемнен шыға берісте жанкүйерлермен қоршалған ұзын бойлы, мүсінді адам көпшіліктің арасынан өтіп бара жатыр. Бұл Зейн. Ол бет әлпетіне дизайнерлік күнделікті киім киіп, өзіне сенімді және тәкаппар болды. Оның қасында жарқыраған және эфирлік жарқыраған Аврора тыныш жүреді. Ол өлім әлеміне қол тигізбеген құдай. Алаңдағы барлық адамдардың назарын бірден өзіне аударады. Бұл эпикалық деңгейдегі нұрлы періште. Ол керемет. Сонг отбасының ықыласына бөленгісі келетіндер оларды бірден қоршап алып, жымиып күледі. Бұл жолы жас Зейн мырза міндетті түрде бірінші орынға шығады. Ал оның жанында Аврора жарқырайды. Олармен кім бәсекелесе алады? Зейн мақтауға шомылып, жайбарақат жымиды. Ол қолын созып, Аврораның тегіс алтын шаштарын жайбарақат сипайды. Мен бірінші орынға шыққанда қайтар жолда мен саған қасиетті нұрдың мәнін беремін. Ол сізге 6-шы жұлдыздық деңгейден өтуге көмектеседі. Аврора көзін сәл төмен түсіреді. Ернінде сәл қанағаттанған күлкі пайда болады. Рахмет, мырза.
Зейн мақтанышпен кеудесін шығарып жатыр. Ол дүниеде саудаласып жүргенін есіне алды. Өзінің жеңісіне кепілдік беру үшін ол өте сирек кездесетін 3 қанды гүлді 300-ге айырбастады. Ол әлі де өз қиялына батып бара жатқанда, алаңда төмен гуіл естіледі. Алаңның ортасындағы үлкен голографиялық экран ақыры өмірге келеді. Көпшіліктің арасында әр тынысы қатып қалады. Сансыз көздер өз есімдерін іздеп, көшбасшылар тақтасына қарай жылжиды. Зейннің көзқарасы ең жоғарғы жағына қарай бағытталған. Ақырында экран жыпылықтайды және дисплейдегі алғашқы 3 жазба қатып қалады. Үшінші орын 3150 ұпай. Ықтимал B рейтингі плюс. Екінші орын Зейн 9325 ұпай. Әлеуетті рейтинг. Зейннің күлкісі қатып қалады. Ол неге екінші орында тұр? Ол тіпті инстинктивті түрде көзін уқалайды. Ол бәрін дұрыс түсінбегеніне сенімді. Мәтін өте түсінікті. Аврораның бет әлпеті де өзгереді. Оның көздері көшбасшылар тақтасынан тез өтіп, ол инстинктивті түрде ол жерде ешқашан пайда болмайды деп ойлаған есімді іздейді. Бұл мүмкін емес. Төмен тұрған сүкібіспен байланысқан түкке тұрғысыз елеусіздік. Ол сияқты біреу Зейнді және оның керемет жарқыраған періштесін қалай жеңе алады? Бірақ келесі секундта экранның жоғарғы жағында керемет деректер пайда болады. Люкс бірінші орында. Оның 41-350 ұпайы бар. Әлеуетті S рейтингі. Бүкіл аумақ жарылып жатыр. Мен мұны дұрыс түсіндім бе? Лакс деген кім? Бұл адам алатын ең болмағанда қандай да бір ұпай ма? Осы кезде Зейннің басы мүлде босап қалады. Оның мақтан тұтатын 9000 ұпайы оның жанында күлкілі болып көрінеді. Мүмкін, ол әрқашан басқан адам. Бәрі ақаулы браконьер деп атаған адаммен байланысқан елеусіз адам дәрежеден рейтинг алады. Жан түршігерлік, қорлық пен өшпенділік оның санасын өртеп жібереді. Сен алдап жүрсің. Бұл сөз Зейннің тамағынан айқайлап шығады. Ол дірілдеген саусағымен экранның жоғарғы жағында жанып тұрған атауды қағып тұр. Бұл алаяқтық болуы керек. Бұл мүмкін емес. Қала күзетінің офицері алға шығады. Өтінемін, сөздеріңді орында. Бұл дүниеден алынған барлық деректерді бақылау орталығы мен қаланың ресми келісім шарт жүйесі тексерді. Бұл жерде ешқандай заң бұзушылық жоқ. Рейтингтер заңды және түпкілікті болып табылады. Ресми тексеру Зейннің соңғы үмітін үзіп, оның мақтанышын толығымен жояды. Оның айналасындағы көпшіліктің көзқарасы өзгереді. Жасырын аяушылық ашық мазақпен араласады. Зейн енді мұнда бір секунд та бола алмайды. Бұл жерден кетейік. Ол Аврораның қолынан ұстап, көпшіліктің арасынан өтіп бара жатқан көздермен итеріп жіберді. Ант етемін, қабылдау емтиханында мен сені аяғыммен жаншып тастаймын. Бұл улы ой Зейннің санасын тесіп өтеді. Аврора сүрініп бара жатып, оның артынан тоқып, оны ұстап алды. Оның беті қағаздай бозарған. Оның санасында бір ой пайда болады. Ол оның жан дүниесін дүр сілкіндіреді және ол оны қуып жібере алмайды. Оның сол кездегі таңдауы шынымен дұрыс болды ма? Түн батып бара жатыр. Сонда ғана Лилит екеуміз мұнарадан шығамыз. Конференция залда екінші қабатта мэр Блейз мен комиссар Торн қатар тұрып, біздің бірге кетіп бара жатқанымызды бақылап отыр. Комиссар Торн басқа жаққа қарап, үнсіздікті бірінші болып бұзады. Әкім, оның табысқа жететініне шынымен сенесіз бе? Мэр Блейз бірден жауап бермейді. Ұзақ үзілістен кейін ол ақырын сөйлей бастайды. Ал бізде басқа таңдау бар. Осы бір сұрақтан кейін комиссар Торнға айтар сөзі қалмады. Мэр Блейз оған түсіністікпен күлімсіреп бұрылды. Оның қай сыныпта байланған аңы бар екенін ұмытпадың ба? Ол аңызға айналған. Бүкіл Янхуан Федерациясында аты аңызға айналған аңмен байланыс орнатуға лайық мұндай жастағы адамдар көп емес. Император астанасының асыл тұқымды отбасыларының ұрпақтарынан басқа олардың қаншасы болуы мүмкін? Оның патшалықта өзін қалай көрсеткенін өз көзіңмен көрдің бе? Оған сен. Ол Линьюандағы ең перспективалы адам. Мен кешкі сағат 7-де үйге келгенше, мен диванға жайғасып үлгерген бойда, қолымдағы терминал дірілдей бастады. Экранда бейне қоңырау шалу сұрауы пайда болады. Мен қабылдау түймесін басамын. Экранда таныс тұлға пайда болады. Сейсірен, Арамза. Ақыры телефонды алдың. Менің бүтін екеніме көз жеткізгеннен кейін ол жеңіл демалады. Ендеше патшалықтағы сынақ қалай өтті? Еш кедергісіз. Мені қорғаған Лилитпен мен қалай зардап шегуім мүмкін? Рен күрсінеді. Содан кейін оның жүзі қуаныштан жарқырайды. Жүр, маған бәрін айт. Бұл қалай өтті? Сіздің нәтижеңіз қандай болды? Сіз кем дегенде А дәрежесін алуыңыз керек еді. Мені ұятқа қалдырма. Мен оның өзін еркін сезінуге тырысатынын және оны азаптамайтынын көремін. Мен жай ғана айтамын. Ранг Реннің бет әлпеті ол дұрыс естімегенде қатып қалады. Сен жаңа ғана не дедің? Менің әлеуетті рейтингім С деп айтамын. Тыныштық орнады. Содан кейін динамиктен Реннің сенімсіз айқайы естіледі. Бұл менің ағам екені сөзсіз. Жасырын мақтанышпен ол жаңа ғана алғандай басын лақтырып жібереді. Ол тынышталған кезде оның басына тағы бір ой келеді. Дәл. Ал Лилиттің дәрежесі қандай? Өткен жолы сен маған бұл туралы ешқашан айтқан жоқсың. Бірақ егер ол саған ренжітуге көмектессе, онда оның ұпайы кем дегенде эпикалық болуы керек. Солай емес пе? Шын мәнінде бұл жай ғана аңыз. Рен мұны рефлексивті түрде қайталайды. Сонда бұл сөз шынымен жарасады. Оның көздері түскі ас табақтарындай үлкейіп барады. Бұл соққы бұрынғыға қарағанда әлдеқайда күшті. Ол маған бір ауыз сөз айтпай ұзақ қарап тұрады. Ақырында біраз уақыттан кейін ол терең тыныс алып, өзін қалай сезінетіні анық емес дауыспен сөйлейді. Сен бақыттысың, қаншық баласы. Мен жай ғана күліп, ештеңе айтпаймын. Содан кейін мен редукторды ауыстырып, оған Блейздің айтқанының бәрін айтамын. Мен аяқтаған кезде Реннің күлкісі әп-сәтте өшіп, оның орнына ауыр, сөзсіз алаңдаушылық пайда болады. Жоқ, бұл тым қауіпті. Бұл 9-шы жұлдызды тіршілік иесі, сонымен қатар псионикалық және ең нашар түрі. Сен жаңа ғана тұзаққа түсіп қалдың. Мұндай тәуекелге бару туралы қалай ойлайсың? Бірақ маған тозақ бұлағы керек. Су. Мен оны кесіп тастадым. Даусым бір қалыпты және сенімді естілді. Рен үнсіз қалды. Ол мұндай материалдың қанша тұратынын жақсы біледі. Ол байланған аңның өсуі үшін бұл нені білдіретінін түсінеді. Ол ұзақ уақыт үнсіз қалады. Оның ақыл ойының әрбір бөлшегі ағасын мұндай тәуекелге ұшыратпау керектігін айтады. Бірақ ол домен иесі үшін бұл мүмкіндіктің бәрі екенін де біледі. Әкім, сізге беретін бұл мүмкіндікті жіберіп алмаңыз. Ал келесі жолы осындай калибрлі қазынаға қол жеткізгіңіз келсе, қанша уақыт күту керектігін кім білсін? Ол ақыры ұзақ және тыныш күрсінеді. Керемет, мен бәрін түсіндім. Оның көздері байсалды бола бастады. Мүлдем байсалды. Мен империя астанасында қалған материалдарды
мәңгілік түннің үнжу маржаны, мен қорқынышты кристалды қараймын. Бірақ сен маған ертең зынданға барсаң, сен үшін қауіпсіздік бірінші орында болатынына уәде беруің керек. Сізге батырлық танытып, төбеңізге көтерілудің қажеті жоқ. Сіз келісесіз бе? Мен қатты бас изеймін. Біз бір-бірімізге тағы бірнеше рет абай болу керектігін еске салып, әңгімені аяқтаймыз. Осы кезде артымнан ақырын дыбыс шығып, жуынатын бөлменің есігін ашты. Жылы, дымқыл хош иіс ауаға тарайды. Нәзік және таза. Ол бу бұлтының ішінде қалқып бара жатқандай. Нәзік, жылы фигура менің арқамды ақырын басып тұр, ал ақ нефрит сияқты бозарған жұп қолдар мойнымды орап тұр. Лилит жуынатын бөлмеден жаңа ғана шықты. Оның үстінде ақ орамалдан басқа ештеңе жоқ. Ол нәзік иегін менің иығыма ақырын қояды. Қожайынның сыбырлағаны әрең естіледі. Лилит үшін жасаған барлық істеріңіз үшін рахмет. Сол дүниеде өлім аузында соғысып, сол қауымда мені қорғады. Ол бәрін көрді. Ол сенің осының бәрін ол үшін, оны күшейтетін сирек материалдарды табу үшін істеп жатқаныңды біледі. Бұл сезім оның кеудесінде сөзбен айтып жеткізе алмайтын нәрсені тудырады. Терең, дерлік азапты ризашылық және оның астында ащы тәтті нәрсе бар. Лилит маған сәл қаттырақ қысылды. Шын мәнінде Лилит қазірдің өзінде осы қарғыс атқан мөрден құтылғаны үшін сізбен бірге болуы мүмкін екеніне шексіз риза. Мен күшейемін бе, жоқ па? Бұл мен үшін маңызды емес. Мен сенің жаныңда осылай болып, сені қорғай алсам, бұл жеткілікті. Оның сөздері менің жүрегімді ауыртады. Мен оның сөздерінен жасырын шынайылықты және одан да әсерлі нәрсені сезінемін. Ол өзіне лайықтысынан әлдеқайда аз сұрағандай. Мен қолымды созып, оның кеудемде жатқан алақанын ақырын жауып тұрмын. Менің даусым тыныш және тыныш естіледі. Мен мұны тек сен үшін істеп жатқан жоқпын. Мен мұны өзім үшін де істеп жатырмын. Осылайша екеуміз де осындай әлемде аман қалуымыз және өркендеуіміз үшін. Сондықтан бұл туралы ойлауды доғар. Келесі күні таңертең Лилит екеуміз алға шығуға дайынбыз. Кіреберісте Айракар тыныш күтіп тұр. Біз артқы орындыққа көтерілеміз. Айракар үнсіз орнынан тұрып, қала шетіндегі Блекстоун жотасына қарай бет алған кезде көліктер ағынына ақырын құйылады. Терезенің сыртындағы пейзаж бұлыңғыр болып, көп ұзамай алдымызда қара жартастардан басқа ештеңе қалмайды. Зынданның кіреберісі мұқият күзетілетін алқаптың тереңінде орналасқан. Оны қалалық күзет бюросы қадағалайды. Кіреберістегі кеңістік бұзылған судың беті сияқты дірілдеп бұрмаланған. Комиссар Торн қазірдің өзінде бізді күтіп тұр. Менің көліктен түскенімді көргенде қабағы сәл тегістеліп кетті. Комиссар Торн уақытты босқа өткізіп жатқан жоқ. Ол бірден бізге жақындап, бұрмаланған порталды салтанатты түрде көрсетіп, зынданға қатысты соңғы барлау мәліметтерін айта бастайды. Бірнеше раунд қашықтықтан сканерлеу мен талдаудан кейін оның ішінде ерекше үңгір бар деп сенімді түрде айта аламыз. Біз оны толқындар лабиринті деп атадық. Ішіндегі тіршілік иелерінің көпшілігі соңғы бастықтың тікелей псионикалық бақылауында. Бұл басты қиындық. Ішінде сіз жаулардың шексіз толқындармен ғана емес, сонымен қатар бастықтың псионикалық шабуылдарымен де бетпе-бет келуіңіз керек. Ол пальтосының қалтасынан кішкентай лақталған қорапты алып, оны ашып, менің қолыма жылы, тегіс нефрит кулонын абайлап салады. Бұл айқындықтың нефриті. Бұл сіздің псионикалық шабуылдарға төзімділігіңізді арттырады. Сыни сәтте оны жаншып тастаңыз. Сонда ол сіздің айналаңызда күшті, бір реттік псионикалық тосқауыл жасайды. Есіңізде болсын, сізде бір ғана мүмкіндік болады. Мен нефриттен әрең байқалатын салқындық шығып жатқанын сеземін және оны мойныма ақырын кигіземін. Мен басымды изеймін. Содан кейін комиссар Торнға мұқият қарап, Лилит екеуміз қол ұстасып, жарқыраған қақпаға кірдік. Мені салмақсыздық толқыны басып тұр. Жер аяғымның астынан шығып жатыр. Мен аяғымның астындағы қатты жерді қайтадан сезінгенде, біз мүлдем басқа жерде боламыз. Біздің айналамызда қабырғалары соншалықты биікке көтерілген қара сұр тастан жасалған үлкен лабиринт созылып жатыр. Олардың үстінде аспан көрінбейді. Жартастағы жарықтар арқылы тек күңгірт, қорқынышты жарық ағып жатыр. Біздің алдымызда бір-бірімен тоғысқан және қабаттасатын сансыз бұралған жолдар созылып жатыр. Оларды көзбен көру мүмкін емес. Ауа көзге көрінбейтін саусақтар осында кіргендердің барлығының жүйкесін үнемі басып, оларды ақылсыздықпен өлімге итермелейтіндей нәзік псионикалық энергиямен ызылдайды. Қабырғалардың бойындағы көлеңкелерден бірнеше қараңғы фигуралар шығып жатыр. Олар санасы псионикалық өріспен бұрмаланған, төменгі деңгейдегі тіршілік иелері. Олардың денелері ұсқынсыз, көздері қызарып кеткен. Лилит тіпті қозғалмайды. Ол жай ғана жоғары қарайды. Оның көзінде күлгін сәуле жыпылықтайды. Шабуылдаушылар ауада қатып, қатты айқайлайды. Олардың денелері дірілдей бастайды. Содан кейін менің көз алдымда олар тырнақтарын өздеріне жабыстырып өліп қалады. Лилит сияқты псионикалық күш деңгейімен ол шеберлікті белсендірмей, тіпті төменгі деңгейдегі кішкентай бипотты да өз еркіне бағындыра алады. Мен таңғалмаймын. Лабиринтте басы жоқ тауық сияқты жүгірудің орнына мен білек терминалын шығарамын. Парно комиссары оған қала күзетшілері жасаған картаны жүктеп қойған болатын. Менің алдымда бозғылт көк голографиялық дисплей пайда болды. Ол лабиринттің үш сызбасын анық егжей-тегжейлі көрсетеді. Терминалдың навигациялық жүйесі есептеген алтын маршрут көп деңгейлі дәліздер арқылы өтеді және тікелей локбосс лабиринтінің ең терең нүктесіне апарады. Картаны шарлай отырып, біз лабиринт арқылы жылдам қозғаламыз. Біз алтын жолмен келе жатырмыз. Біздің жолымызда псионикамен басқарылатын тіршілік иелерінің тағы бірнеше толқыны бар. Лилит олармен ең тиімді түрде күреседі. Бірнеше сағаттан кейін біз лабиринттен шығамыз. Біздің алдымызда үлкен жерасты үңгірі тұр. Ақырында біз зынданның соңғы бастығын көреміз. Үңгірдің ортасында бір құбыжық жатыр. Алып адамға ұқсайтын үлкен жасыл ет шоғыры. Бұл шырыш. Оның беті тайғақ және жылтыр. Ортасында бір үлкен көз бар. Бұл тромбтың түбінен үңгір қабырғаларына терең енетін сансыз қалың, мөлдір жүйке процестері созылып жатыр. Мен бірден ақыл ойдың құлы атты алдау панелімді ашамын. Ерлік деңгейі 5-ші дәреже. Төменгі жұлдыз 9-шы деңгей. Күш 1,1 ептілік 78. Төзімділік 63, рух 170. Лилит екеуміз пайда болғаннан кейін
ақыл ойдың құлы бізге назар аударады, бірақ бірден шабуыл жасамайды. Оның орнына ол лабириттің барлық жеріне әп-сәтте тарайтын дыбыссыз псионикалық айқай шығарады. Келесі секундта үңгірге апаратын барлық туннельдерден жаратылыстардың қара ағыны ағып жатты. Олардың көздері қызарып, өз еркімен ізі қалмады. Олардың деңгейлері 2-5 жұлдыз және ондаған жұлдыз. Олар өз өмірлерін аямай шабуылға асығады және ақыл ойдың құлының алдында ет пен сүйектен тұратын қабырға жасайды. Ақыл ойдың құлының жоспары анық: жауды ол берілгенше мәйіт теңізіне батырудың ең көне және ең қатыгез тактикасы. Мен шексіз болып көрінетін жаратылыстар толқынына қарасам, бетімде бір түрлі көрініс пайда болады. Мен ақыл ойдың құлының мұқият және қатыгез стратегиясын көремін. Мен Лилитке бұрылып, ақырын айтамын: ол бізден қорқады. Ол бізді тоздыру үшін бар күшін салады. Олай болса, оған нағыз тосын сый жасайық. Лилит бір қадам алға жылжиды. Оның қара етегі үңгірдің тыныш ауасында тербеледі. Ол мөлдір фарфор сияқты бозарған қолын кеудесіне қарай көтереді. Оның ерні сәл ашылып, тамағынан өлімге толы, сүйкімділікке толы көне жұмбақ сөздер баяу шығып жатыр. Ол ақырын сөйлейді, бірақ оның даусында жан дүниесіне еніп, үңгірдің әр бұрышында тіпті жүздеген тіршілік иелерінің бар жылдамдықпен алға ұмтылуы арқылы анық естілетін күш бар. Дағды іске қосылды. Өлі аймақтың тұманы. Ол кастерді орап, айналасына жайылып, көк күлгін тұманға айналады. Оны жұтқан кез келген тіршілік иесі елеске батып, достарын жауларынан ажыратуды доғарады. Тұманды жұтпасаңыз да, оның жұмыс істеуі үшін онымен ұзақ уақыт байланыста болу жеткілікті. Соңғы айтылған буын мен Лилиттің денесінен барлық бағытта қалың, дерлік сезілетін күлгін көк тұман шығады. Ол айналады және тербеледі. Оның ішінде сансыз тартымды силуэттер дірілдеп билейді. Сансыз әдемі жүздер саған күледі. Ауа жанды елжірететін әуенге толы. Ол құлағын тістеп, кез келген тіршілік иесінің зорлық, зомбылық пен жойылуға деген алғашқы терең жасырын шөлін еш қиындықсыз оятады. Күлгін тұманға құбыжықтар тобы еніп жатыр. Алда 5-ші деңгейдегі тас жаратылыс тұр. Оның қызыл көздері ақыл ойдың құлының бақылауында жанып тұр. Ол тұманға түскенде, оның құлдықтағы жындыдан көз қарасы мүлде жабайы және қаһарлы болады. Тас жаратылыс саңырау гүріл шығарады, бірақ бұл маған және Лилитке бағытталған емес. Ол бұрылып, қатты таспен жабылған жұдырықтарын бұлғап, оларды жақын жерде тұрған 4 деңгейдегі көлеңкелі қасқырдың үстіне құлатады. Көлеңкелі қасқырдың әрекет етуге уақыты да жоқ. Оның бас сүйегі дірілдеп ұшып кетеді. Бұл сигнал қырғын басталады. Тұманға ұшыраған бойда бүкіл орда бақылауды жоғалтады. Небәрі 10 секундтың ішінде бүкіл үңгір аяқ-қолдары жұлынған, қанға малынған қорқынышты түске айналады. Осының бәрінің ортасында ақыл ой құлының үлкен қарашығы қатты тарылтады. Ол өз көзіне өзі сенбейді, не болып жатқанын түсінбейді және алғашқы сұмдыққа бой алдырады. Ол мақтан тұтатын псионикалық үстемдік күлгін тұманға тиген сәтте жоғалады. Ол шаң сияқты ұшып кетеді. Ол осы тіршілік иелерімен барлық псионикалық байланыстардың үзілгенін сезеді. Олардың орнын күштірек, әлдеқайда дамыған, бәсекелесуге болмайтын нәрсемен алмастырады және жай ғана үзіліп қалмайды. Бұл кішкентай, нәзік, сымбатты фигура өзінен бірнеше есе қорқынышты псионикалық бақылаушы. Жүгір. Бұл жалғыз ой оның санасының барлық бұрыштарын жаулап алады. Саңырау, ауыр соққы, ақыл ой жұмысшысы сезінеді. Оның ісінген тайғақ денесі тас еденнен көтеріліп жатыр. Мөлдір жүйке процестері үңгір қабырғаларынан бірінен соң бірі үзіліп, тас пен шаңды өзімен бірге алып кетеді. Олардың ең қалыңдары еденде жорғалап, алып, сегіз аяқтың шатырларындай дірілдеп, оны қағып жатыр. Бұл 10 метрлік ет массасы үңгірдің арғы жағындағы қараңғы туннельде жасырынуға тырысып, көлемі бойынша адам сенгісіз жылдамдықпен қозғалады. Тағы да ойланыңыз, күлгін тұманның ортасында тұрған Лилит үрейленіп қашып бара жатқан алып тіршілік иесін бақылап отыр. Оның ернінің бұрыштары салқын қанды, менсінбейтін күлімсіреп иіліп тұр. Ол тұрған жерде оның бүкіл денесі қара найзағайға айналып, көзді ашып, жұмғанша жаратылысқа дейінгі қашықтықты жүріп өтіп бара жатқанда, оның әлсіз, кейінгі бейнесі ғана қалады. Жақындап келе жатқан өлім көлеңкесін көріп, сезімтал жын бағытын күрт өзгертеді. Ол Лилитті елемейді және өзінің барлық псионикалық энергиясын бір нүктеге бағыттайды. Оны көздің жауын алатын ақ сәулеге, жанның өлімші сәулесіне қысады. Келесі сәтте ол мені жыпылықтағанымнан тезірек атып тастайды. Соққы дәл және аяусыз, бірақ сәуле маған тиюге дайын болған сәтте күтпеген жерден Лилит пайда болады. Ол қууды тоқтатудан тартынбайды және қабылдау кезінде сәуле екеуміздің арамызға асығады. Өзіне соққы. Лилит мұңайып стылдап жатыр. Оның аузының бұрышынан жұқа қан ағып жатыр. Бірақ ол тік тұрып, мені өзімен жауып тұр. Ол басын бұрып, маған қарап тұр. Ол аман есен. Оның кәріптас көздерінде терең жеңілдік бар. Ол қорқынышпен шектеседі. Лилиттің менің кесірімнен азап шеккенін көріп, мен бірден суып кетемін. Мен белбеуімдегі сөмкемнен емдік сусын бөтелкесін алып, оны Лилиттің қолына салдым. Қожайынының бүтін екеніне көз жеткізгеннен кейін, ол ақырын кері бұрылады. Бір кездері оларға қарағандардың бәрін баурап алған бұл кәріптас көздер енді кісі өлтіру ниетінен, тұңғиықтың салқын қандылығынан және қатты ашудан басқа ештеңені білдірмейді. Ол үшін 7 күнәнің қанымен өтейсің. Бұл сөздер оның аузынан шыққан бойда оның денесінен қорқынышты, сипатталмайтын аура шығып, бүкіл үңгірді толтырады. Лилиттің қатысуы барған сайын күшейе түсуде. Оның қысымы бұрынғыдан бірнеше есе жоғары. Ақыл ойдың жын перісі бақыланбайтын қорқыныштан дірілдейді. Лилиттің қанында ол қарсы тұра алмайтын абсолютті, еңсерілмейтін артықшылықты сезінеді. Лилит тұрған жерінен жоғалып кетеді. Келесі секундта улы жек көрушілікке малынған суық сыбыр ақыл ой жынының құлағының дәл үстінде естіледі. Енді нағыз үмітсіздіктің не екенін сезін. Адам төзгісіз жойқын қысым оған бір сәтте бүкіл кеңістікті толтыратын көрінбейтін дабыл сияқты соғады. Барлық сипаттамалар +200. Осы сәтте оның күші, ептілігі, төзімділігі мен рухы адам сенгісіз биіктерге жетеді. Лилит қозғала бастайды. Оның бұлыңғыр ізі ғана қалды. Ақыл жынының соққының қайдан келгенін түсінуге де уақыты жоқ. Оның үлкен оң жағында сүйекке дейін үлкен жара бар. Одан қара, тұтқыр, қара жасыл қан ағып жатыр. Бірақ одан да көп ақыл ой жынының қорқыныштысы
орақ қалдырған жараның жазылмауы. Оның орнына қараңғы, қорқынышты энергия жараның айналасындағы етті агрессивті түрде жеп, оны қалпына келтіру қабілетінен айырады. Ауырсыну мен жек көрушілікке толы дыбыссыз псионикалық айқай естіледі. Бұл ақыл ой жынының ең күшті псионикалық соққысы және сол деңгейдегі кез келген тіршілік иесін лезде өлтіруге жеткілікті. Ол Лилитті бар күшімен ұрып соғып жатыр. Бірақ оның ашуланған күлгін көздерінде суық немқұрайлылықтан басқа ештеңе жоқ. Соққы нысанаға жетіп, із-түссіз жоғалып кетеді. Ол жоқ сияқты. Жеті күнәнің қаны белсендірілген кезде, оның псионикалық күші қазірдің өзінде ақыл ой жынының қолынан келгеннің бәрінен асып түседі. Бір соққы, бірақ ештеңе жоқ. Ақыл ойдың жын перісі толығымен үмітсіздікке ұшырайды. Лилит қайтадан қара найзағайға айналады және ақыл ой жынының үлкен денесін айналып өтіп, оны әдістемелік және аяусыз жойып жібереді. Кек алудың әр соққысымен оның денесінде жаңа терең жара пайда болады. Не болып жатқанын енді ұрыс деп атауға болмайды. Шетте тұрып, мен не болып жатқанын сабырмен бақылап отырамын. Бірақ қастарым баяу мұрын көпіріне қарай жылжиды. Біздің келісім шарттың көзге көрінбейтін байланысы арқылы мен Лилиттің энергиясының қаншалықты тез таусылып жатқанын анық сезінемін. Жеті күнәнің қанының күші үшін төлеуге тура келеді. Ол бұрын тобырды жою үшін қолданған жаппай шеберлігімен үйлескенде Лилиттің қоры тез таусылады. Соншалықты тез, тіпті мен санамда ине шаншығандай өткір ауырсынуды сеземін. Бұл келісім шарт менің бойымнан тым көп псионикалық энергияны алып жатқанының белгісі. Оны аяқтайтын кез келді. Міне, қазірдің өзінде адам танымастай бөлшектеніп кеткен. Ақыл ой жын перісі өлімнің сөзсіз болатынын түсінетін сияқты. Үмітсіздік оны соңғы ақылсыз қадамға итермелейді. Оның тірі қалған жалғыз көзі кенеттен қатты қызыл шаммен жыпылықтайды. Оның бұзылған денесінің тереңінен жойқын күш атқылап жатыр. Ол өзінің барлық өмірлік күші мен псионикалық күшін соңғы соққыға жұмсайды. Ал жойқын псионикалық соққы толқыны одан барлық бағытта таралады. Мен тағы да нысанаға айналдым. Бұл оның соңғы ставкасы. Өзара жою. Егер ол әлсіз болып көрінетін дүние мүліктің иесін жай ғана өлтіре алса, онда бұл адам кейпіндегі қорқынышты құбыжық онымен бірге ауыр жараланатынына немесе өлтірілетініне сенімді. Псионикалық соққы толқыны тым тез және кенеттен келеді. Лилит жарты жолда ұсталды. Оның маған қайта оралуға уақыты жоқ. Оның бетінде алғаш рет жасырын үрей пайда болды. Ұстаз, бірақ мен соққы толқынының жолында тұрмын. Ал менің бетімде қорқыныштың ізі де жоқ. Бұл үшін менің ернімде суық, мазақ күлкі пайда болады. Мен қолымды ақырын көтеріп, соққы толқыны маған жеткенге дейін бір сәт бұрын мойныма ілулі тұрған жылы нефрит кулонды мыжып аламын. Кеуде қатты сықырлаған дыбыс естіледі. Қалың жер сары тосқауыл бекініс қабырғасындай берік мені толығымен қоршап тұр. Псионикалық соққы толқыны дәл осы сәтте тоқтап, тосқауылға соғылып, дірілдеп ұшып, ешқайда жоғалып кетпейтін сансыз зиянсыз ұшқындарға шашырап кетті. Тосқауылдың ішінде мен мүлдем жарақатсыз тұрмын. Ақыл ой жынының көзқарасы ең таза үмітсіздік пен сенімсіздікке толы. Оның санасы дәл осы сәтте мәңгілікке қатып қалады. Қып-қызыл сәулеге оранған қара өрім ақыры өз міндетін орындап жатыр. Ол ақыл жынының өзегін тесіп, ондағы өмірдің соңғы ұшқынын сөндіреді. Ақыл жын өлтірілгенде Лилиттің денесіне үлкен жарғағына құйылады. Оның бүкіл денесінде күлгін сәуле жанды. Мен оған жауап ретінде өзімнің психикалық және физикалық күш-қуатымның артқанын сеземін. Лилит өз деңгейін қайтадан көтерді. Өлім дәрежесі жұлдыз деңгейі 8-ші. Соңғы зындан бастығы қайтыс болғаннан кейін бүкіл кеңістік қатты дірілдей бастайды. Үңгірдің қабырғалары мен төбесінде үлкен қара кеңістіктік жарықтар пайда болады. Сансыз тастар жаңбырдай үйіліп жатыр. Бүкіл жорғалаушы лабиринт толқын көтерілгенде құлап кетеді. Лилиттің айналасындағы құтырған аурат толқын көтерілгендей шегініп, жеті күнәнің қанының жанама әсерін бірден сезінеді. Шаршаудың жойқын толқыны денені тесіп өтеді. Ол артқа қарай құлап, оны бір-екі жылы күшті қол көтеріп алады. Мен оны қатты қысып тұрмын. Оның бозарған жүзі кеудеме қысылып, мен осы өлім тұзағынан құтылу үшін телепортерді іске қосуға дайындалып жатырмын. Міне, мен көзімнің қиығымен, ақыл ой құлының күлі мен қалдықтарынан айналадағы ештеңеге ұқсамайтын жұмсақ көк жарқыл шығаратын нәрсені байқадым. Ол үйінділер арасында тыныш пульсацияланады. Бұл не? Менің кеудемде бірдеңе дірілдеп тұр. Айналамызға құлап жатқан үлкен тастарды елемей, мен Лилитті жаныма қысып, бір қимылмен еңкейіп, жерден қою көк сапфирге ұқсайтын нәрсені көтеремін. Көздің жауын алатын мөлдір кристалл. Ол ұстағанда жылы және тегіс. Оның ішінде таза және күшті жан энергиясын шығаратын жұлдызды галактикаға ұқсайтын нәрсе баяу айналады. Мен оны қолыма ұстаған бойда санамда бірқатар мәтін пайда болады. Жан хрусталы Бистлардтың псионикалық күшін айтарлықтай арттырады. Псионикалық күштің белгілі бір деңгейіне жеткен өлім дәрежесіндегі Бистлардқа хайуандық бос орынды ерте ашуға мүмкіндік береді. Мен жиі демала бастаймын. Хайуандық бостық бұл әдетте рух дәрежесіне жеткен Бистлардқа ғана тән ерекше қабілет. Бұл осы деңгейдің айқындаушы қабілеті. Оның ішінде тәуелсіз кеңістіктік өлшемді ашу мүмкіндігі. Онда байланған аңның тынығып, үлкен жылдамдықпен қалпына келу ғана емес, сонымен қатар сансыз заттарды сақтауға болады. Өлім дәрежесіндегі аң иесі үшін бұл кішкентай кристалдың құндылығы өлшеусіз. Бұл ешкім күтпеген керемет сәттілік. Бум! Төбесінен ені бірнеше метрлік тас құлап жатыр. Бұл туралы ойлануға уақытымыз жоқ. Мен Лилитті бар күшіммен жұдырығыма бір кристалды өзегін қысып, қаттырақ қысып тұрмын. Мен үнсіз телепортацияға бұйрық беремін. Мен көзімді қайта ашсам, біз тағы да Тайткроу лабиринтіне кіреберісте боламыз. Ақ қорғаныс құралдарын киген ондаған құтқарушылар бізді бірден қоршап алды. Жарқын сканерлеу сәулелері денемізден сырғып өтеді. Өмірлік маңызды функциялардың портативті мониторлары дыбыссыз дыбыстар шығарады. Деректер экрандарда жылдам айналады. Нысан бірінші. Өмірлік маңызды белгілер тұрақты. Псионикалық энергия айтарлықтай таусылған, сыртқы елеулі зақым жоқ. Субъектілер аңды байланыстырады. Тіршілік өзегі тұрақты, бірақ энергия көрсеткіштері айтарлықтай әлсіреген. Бүкіл денеде жұмсақ тіндердің көптеген контузиялары анықталды. Өмірге қауіп төндіретін жағдайлар жоқ. Жедел жәрдем
жәрдем қызметкері өрт туралы хабарлады. Дәл осы сәтте ұзын бойлы фигура көпшіліктің арасынан итеріп өтіп, бізге қарай бет алды. Бұл комиссар Торн. Оның бетіне жазылған жеңілдік пен толқуды әрең ұстап тұр. Сен аман-есен қайттың. Мен Лилитті құшақтап артыма қараймын. Үңгірдің қараңғы кіреберісі мүлдем жоғалып кетті. Оның орнында жартастың тегіс бетінен басқа ештеңе қалмады. Ол қазірдің өзінде мөрленген бе? Менің даусым қарлығып, құрғақ естіледі. Комиссар Торн қатты басын изеді. Біздің айғақтарымыз бойынша бұл тұрақсыз, жаңадан пайда болған зындан толығымен жабылды. Көп ұзамай бұл жерде мүлдем жаңа тұрақты патшалық құрылады. Мен бүкіл Линг Юан қаласының атынан сіздің және сіздің байланған аңыңыздың қол жеткізген жетістіктері үшін шексіз алғысымызды білдіргім келеді. Қала күзетінің құтқару тобы маған қорқыныш пен қызығушылықпен қарайды. Комиссар Торн сөзін жалғастырады. Мен сенің шаршағаныңды білемін, бірақ бізге іште болған оқиғаның қысқаша мазмұны қажет. Әсіресе соңғы бастыққа қатысты. Бұл ақпарат баға жетпес құнды. Мен Лилитті қолыма алып, болған оқиғаны қысқаша айтып беремін. Бірақ осы бірнеше сөйлемдердің өзінде жиналғандардың барлығының арқалары суып кетеді. Екеуі жалғыз өзі мыңдаған әскермен бетпе-бет келіп, оны өзіне қарсы қойды. Барлық көзқарастар менің қолымдағы нәзік көрінетін ұйықтап жатқан бақсыға бағытталған, және оларда қорқыныш пен үрей оқылады. Тіпті комиссар Тордың өзі таңданған күрсінісін баса алмайды. Міне, ол атаңызға айналған байланған аңның күші шынымен де керемет. Сондай-ақ үмітсіз жағдайға тап болған және әлі де сабырлы болған бұл жас жаудың әлсіздігін түсініп, өзінің туысқан жануарымен тамаша үйлестіре алады. Мұндай ақылдылық пен байсалдылық таң қалдырмайды. Бұл жігіт нағыз жас батыр. Комиссар Торн мұны шын жүректен айтады. Бізге медициналық топтың басшысы келеді. Физикалық тұрғыдан сіз жақсысыз. Үйге барып демалыңыз. Псионикалық энергияңыздың қалпына келуіне мүмкіндік беріңіз. Сіздің байланған аңыңыз әлсіреді, бірақ біз оны емдік сусындармен тұрақтандырдық. Ол 2 күннен кейін толық қалпына келеді. Осы сөздерден кейін мен шиеленістің мені босатқанын сеземін. Менің бүкіл денем шаршауды басады. Ол аман есен, Лилитпен бәрі жақсы болады. Комиссар Торн менің бетімдегі шаршауды көріп, әңгімені жалғастыруды талап етпейді. Мұнда бәрі бақылауда. Үйге барып демал. Алдағы қабылдау емтиханына дайындалу керек. Ол кідіріп, сосын қосады. Және тағы бір нәрсе. Зынданның ішінде уақыт басқаша өтеді. Сіз ол жерде жарты күн өткізгендей болдыңыз. Ал шын мәнінде толық 2 күн өтті. Толығы 2 күн. Мен бұған сабырмен қараймын. Зындан мен сыртқы әлем арасындағы мұндай уақыт айырмашылығы ерекше емес. Сіздің лайықты марапатыңызға тозақ бұлағындағы суға келетін болсақ, мен жақын арада біреуден оны үйіңізге жеткізуін сұраймын. Комиссар Торн өз сөзін береді. Рахмет, комиссар. Мен басымды изеймін. Мен үйге қайтуға дайынмын. Бұл жердің көзі тым көп. Бұл менің ұзақ тұруым керек жер емес. Мен мүмкіндігінше тезірек оралуым керек және жан кристаллының өзегін сіңіру үшін абсолютті қауіпсіздікте болуым керек. Мұндай қазына сіздің күшіңіздің бір бөлігіне айналғанда ғана сізге тиесілі болады. Пәтеріме оралғанда мен Лилитті қонақ бөлмесіндегі диванға ақырын жатқызып, оны жұқа көрпемен жауып қойдым. 2 күн бойы шайқаста барынша шоғырланғаннан кейін мен ақырында қырағылығымды жоғалтқан сәтте тіпті жууға күшім де жетпейді. Мен Лилитке бірнеше сөз сыбырлап, бөлмеме кіріп, терең ұйқыға кеттім. Келесі күні таңертең тұрақты есік қоңырауы мені қатты ұйқыдан оятады. Жартылай оянғанда мен тумбочкадағы коммуникаторды сезіп, қабылдау түймесін басамын. Түтіктен бірден өткір, сәл тітіркенген әйел дауысы шығады. Кішкентай Арамза, сен 2 күн бойы электр желісінен мүлдем ажыратылдың. Менің қалай уайымдағанымды білесің бе? Бұл Рен. Мен тікелей империя астанасынан телефон соғып жатырмын. Мен бұлыңғыр көздерімді сүртіп, бәрін түсіндіруге асығамын. Мен жаңа зынданға түстім. Іштегі уақыттың өтуі сырттағыдан өзгеше. Осыдан кейін Реннің бетіндегі көңілсіздіктің түсіндірмесі сәл жұмсарды. Оның орнына шынайы алаңдаушылық келді. Лилит, сенде бәрі жақсы ма? Менде бәрі жақсы. Мен жаңа ғана псионикалық энергияны көп жұмсадым. Мен орнымнан тұрып, төсегімнің басына сүйенемін. Лилит мені қорғап, соққыны өз мойнына алды. Ол соңғы бастықтың тікелей соққысына тосқауыл қойды. Менің төсегімнің жанында үнсіз фигура пайда болғанын аяқтауға уақытым жоқ. Лилит маған бір стақан жылы су береді. Оның бозарған жүзі сәл қызғылт түсті. Экранның арғы жағында отырған Рен Лилитті байқайды. Оның көзқарасы жұмсарады. Лилит, сен бұл жолы жақсы жұмыс істедің. Менің абайсыз ағамды бақылағаныңыз үшін рахмет. Бұл менің міндетім, дейді Лилит ақырын сөйлеп, сәл иіліп. Рен риза болып басын изеді. Сосын ол бірден маған қарайды. Ал, зынданда қалайсың? Құнды нәрсе алдың ба? Мен даусымды төмен түсіремін. Мен жан кристаллының өзегін қаздым. Мен бұл сөздерді айта салысымен Реннің беті қатып қалады. Ол көзін бақырайтып маған қарайды. Бұл 10 секундтан астам уақытты алады. Реннің кеудесі кенет көтеріліп, төмен түседі. Оның әбден мазасыз екені көрініп тұр. Жолың болды. Ол шайқас туралы бір ауыз сөз сұрамайды. Оның орнына ол бірден айтады. Бұл туралы бізден басқа ешкім білмеу керек. Мүлдем қауіпсіз жер тауып, оны дәл қазір жұтып қой. Мен қатты бас изеймін. Мен дәл осылай істеймін. Содан кейін Рен маған жан кристаллының өзегін қалай пайдалану керектігін түсіндіреді. Әңгіме біткен соң көп ұзамай есік қоңырау соғылады. Босағада қалалық құқық қорғау басқармасының 2 офицері тұр. Мен есікті ашып жатырмын. Аға офицер растайды. Комиссар Торнның бұйрығымен біз сізге тапсырманы орындағаныңыз үшін марапат беруге келдік. Қол қойыңыз. Мен қорапты алып, оларға алғыс айтамын және тапсыру құжаттарына қол қоямын. 2 офицер сәлемдесіп, кідіріссіз, таза және кәсіби түрде кетеді. Мен есікті жауып, қорапты ашамын. Маған мұзды ауа үрлеп тұр. Қораптың ортасында жартысы сия тәрізді қара сұйықтықпен толтырылған хрусталь бөтелке жатыр. Оның бетінде әрең көрінетін қара тұман айналады. Оған қарасам, кеудемде бірдеңе ақырын жауап береді. Ақырында бізде Лилит деңгейін көтеру үшін қажетті 3 материалдың бірі бар. Мен Лилитке қарап, оны ұстап тұру үшін оған тозақ суын беремін. Содан кейін мен баяу, терең дем алып, фанни пакетімнен жан кристаллының өзегін шығарамын. Түнгі тынығудан кейін менің псионикалық күшім толығымен қалпына келді. Лилиттің де жағдайы жақсы. Мен мұны істеп жатқанда, ол менің орнымда темекі шегуі мүмкін. Қазір жануарлардың тұңғиығын ашуға тырысатын кез келді. Мен қонақ бөлмемнің еденіне аяғымды айқастырып отырамын да, жан кристаллының өзегін ашық алақаныма қоямын. Ол ұстағанда жылы және тегіс. Оның ішінде миллиардтаған жұлдыздар өз орбиталарында баяу қозғалып, таза және шексіз жан энергиясын таратады. Лилит жақын жерде тұрып, көзге көрінетіндей шиеленісіп, байқамай жұдырығын түйеді. Ол қазірдің өзінде шешім қабылдады. Ол сіңіру кезінде бірдеңе дұрыс емес болып жатқанының ең кішкентай белгісін байқаған бойда
ол бұл кристалды менен кез келген жағдайда тартып алады. Мен көзімді жұмып, тыныс алуымды реттеймін. Мен кристалдың өзегін маңдайыма ақырын басып тұрмын. Терінің үстінен суық тиіп, бұл сезімнің өткірлігі сонша мен дірілдеп тұрмын. Мен өзімнің тығыз және сезілетін псионикалық энергиямды зонд сияқты нәзік, дәл және икемді емес нәрсеге бағыттаймын және оны маңдайымдағы кристалға ақырын тигіземін. Менің жан дүниемнің тереңінен басқа ештеңеге ұқсамайтын дыбыс, резонанс шығып, басымда жарылып кетеді. Әп сәтте қою көк кристалл өмірге келгендей жарқыраған нұрмен жыпылықтайды. Содан кейін қатты кристалл ери бастайды. Ол мөлдір, елес көк сұйықтыққа айналады да бір тамшы да төгілмей маңдайыма сіңіп кетеді. Бум! Маған адам баласының күшінен әлдеқайда жоғары күш түсіп, денемнен қорқынышты псионикалық қысым шығып, бүкіл бөлмені толтырады. Лилиттің кәріптас көздері қатты назар аударады. Оның денесі инстинктивті түрде шиеленіседі. Ол толық дайындық күйіне келеді. Ол бұл күштің қайнар көзі оның алдында аяғын айқастырып, көзін жұмып отырған иесінен екенін анық сезінеді. Бұл псионикалық қысым керемет күшті. Бұл оның өзінің псионикалық күшінен асып түседі. Бұл қалай мүмкін? Ол өзі псионикалық типтегі байланған аң және оның псионикалық күші ешбір қарапайым адам жете алмайтын деңгейде. Бірақ дәл қазір менің псионикалық күшім ешқандай логикаға бағынбай жарылып жатыр. Менің басымда шырылдау ғана емес, бүкіл әлем төңкеріліп бара жатқандай. Бір кездері жан кристаллының өзегі болған елес көк күш менің ішкі әлеміме жағалаудан асып кеткен өзен сияқты еніп жатыр. Жұлдыздар ағыны тоқтаусыз және жабайы. Ол мені жыртып, созып, кеңейтіп жатыр. Мен оған бағдар беру үшін бар күшімді саламын. Бұл жанның шикі, ашулы энергиясының маған енуіне мүмкіндік береді. Лилит қатты қарап тұр. Оның беті қызарып, бозарып барады. Маңдайынан кішкене тер тамшылары шығып тұр. Ол қожайынының керемет өзгеріске ұшырап жатқанын сезеді. Ол араласа алмайды. Оның қолынан келетіні күзетте тұру. Уақыт бұлыңғыр болып барады. Содан кейін менің санамда айқын, таза сықырлаған дыбыс естіледі. Менің ішкі әлемім ашылды. Менің алдымда үлкен, үнсіз көк көлгін бос орын созылып жатыр. Оның ортасында жарқыраған ай қалықтап, жұмсақ, күміс сәуле шашып тұр. Бұл ай менің жанымның өзегі. Бұл менің хайуандық қуысым. Мен оны анық сезінемін. Менің псионикалық әлеуетім кем дегенде 10 есе өсті. Оның үстіне бұл кеңістікте Лилит екеуміздің арамыздағы байланыс сансыз есе артады. Мен тіпті оның жүрегінің соғуын өз жүрегімдегідей анық естимін. Мазасыздықтың, шиеленістің астында махаббаттың тереңінде жатыр. Қонақ бөлмеде менің ішімнен шыққан псионикалық қысым толқыны жоғары толқын сияқты шегініп, денеме толығымен оралады. Мен жабық көздерімді ақырын ашамын. Қараңғы қарашықтардың тереңдігінде галактикаға ұқсайтын нәрсе айналады. Лилит маған қарай жүгірді де мені қызбалықпен тексеріп, бәрі жақсы ма екенін тексерді. Мен оның бетіне қараймын. Онда тек уайым жазылған. Мен ештеңе айтпаймын. Мен жай ғана қолымды созып, оның бетінен ақырын шымшып аламын. Уайымдама, мен оны жеңдім.